қазір өте жақсы эфир болады. Алла қаласа менімен бірге болыңыздар, иә. Төмен түсір, болмайтын, төбемнен көлеңке болып тұр. Так, 2008 жүктер ұтысқа қатыса алмайды. Ой, рахмет Гүлзада, баламды қорқыта береді қайненем, қайыным, қайнағамның әйелі дейді. Оған ашық айтуға болмай ма ол кісілерге? Рахмет Гүлзира, сыйлықты болғым келеді, сөзге бай көңіл тапқыш дейді. Бәрі өзіміздің қолымызда ғой, иә. Иә, қазір мына светті жүйректеп алайық, содан кейін мен бисмилля деп қазір жақсы бір сіздерге сабақ жасайтын боламын. Енді кімге қалай әсер ететінін білмеймін. Мына жерде біреу отырсын, қазір камерамен мына жаққа не қойып отырады, картинкамен қоя алмаймын ғой, иә. Айтсам жаман көрініп атам дейді. Күйеуіңіз айту керексіз ғой, күйеуіңіз қорғамай ма өзің бала шағасын? Қымбатты достар, ал бисмилля, Алла қаласа біздің телеграм канал арқылы психологиялық консультация беретін ақылы каналымызға жаңағы тіркелу жүріп жатыр. Канал 1 жыл жұмыс жасайтын болады. 1 жылдың ішінде мен өзім аптасына бір реттен өзім қадағалап отыратын боламын. Менен бөлек ол жерде кураторлар жұмыс жасайтын болады. Мен ойлаймын, Алла қаласа ол жерде қорқыныштан құтылуға, реніштен құтылуға, агрессиядан құтылуға өте көп техникалар берілетін болады. Енді кім оны қалай қабылдайды, оны өзі біледі. Мына жақта тиктокта кім модератор отырсын да? Отыр ма жақта өзі? Иә, отырмын. Мына жерде отырып, қаз камера несін картинаны қойып ортасында. Былай айтсақ болады, қымбатты достар, мысалы, мынандай болады, барлықтарыңыздың өміріңізде болады, мысалы, кеше ғана мен сені ойлап едім, бүгін сен менің өмірімде пайда болып жатсың деген сияқты, сондай. Комментарий өшіріп қояйын, иә, чтобы басқаларға бөгет жасамас үшін. Нені қоя салайын тіркелемдеушілерге. Деген нәрсе болады. Енді қараңыздар, барлық нәрсе ойдан және сөзден басталады, иә. Өзі Құранда айтылады екен ғой, қандай да бір жаңалық естісең, бір сенің жаныңды ауыртатын бірдеңе естісең, не дейді? Жақсы сөйле, болмаса үндеме дейді. Үндеме дейді. Яғни бұл нені білдіреді? Сөйлеу деген өте қауіпті. Яғни жаман сөйлеу арқылы, біз қарыз бен кредитті өте көп айту арқылы, өте көп ойлау арқылы біз оны ушықтырып көбейтетін боламыз, иә. Давлатов айтады ғой, қарыздан құтылғың келсе, қарыз туралы ойдан құтыл дейді. Әрине біз қарыз туралы ойдан құтыла алмаймыз. Не үшін? Өйткені бізге звондап ол ойды есімізге түсіріп тұрады. Бірақ бір нәрсені білу керек. Егер сіз қарыздан толық құтылам деп өзіңізге жоспар қоятын болсаңыз, біздің өзіміздің қазіргі беріп жұмыс жасап жатқан атқарып жатқан жұмысымыздың жалпы нәтижесі қандай болу керек? Біз қарыздан құтылуға жұмыс жасамаймыз. Біз адамды плюске шығаруға, то есть табысын еселеуге. Адам не үшін қарызға кіреді? Минуста болғасын кіреді. Ақшасын жеткізе алмағаннан кейін кіреді. Яғни барлық нәрсенің қымбаттап жатқаны сені қорқыта беретін болса, мен қымбаттаған сайын біз не қалаймыз? Ақшамыз, табысымыз көбейсе, бірақ заттардың бағасы тоқтап тұрса, мысалы, нанның бағасы 10 теңге да, бірақ мысал үшін ойлаңыздаршы, осыдан 5 жыл бұрын, былай айтайық, осыдан 5 жыл бұрын менің көмекшім, например, 100 мың теңге алатын болса, қазір 300 мың теңге алады, шамамен да. Қазір 100 мың теңгеге ешкім келмейді ешқаяққа. Бірақ та біз не істейміз? 100 мың теңгелік айлығымыз өскенін қалаймыз, бірақ нанның бағасы, азық-түліктің бағасы тоқтап тұру керек. Яғни біз соны қымбатшылық деген нәрседен қатты қорқамыз. Не үшін біз қорқамыз? Не үшін біз заттың қымбаттағынан қорқамыз? Өйткені айлық өсіп жатыр ғой, затпен бірге. Бірақ бізде жетпейді деген. Өйткені біз 24 сағат миымызда жетпейді деген ойды крутим. 24 сағат біз соны ойлаймыз да біз проблеманы кәдімгі жоспарлаймыз. Мысал үшін, қараңыз, ертең квартплатаға мынаны төлеймін, мынаны қарызға төлеймін, мынаны кредитке жіберемін, содан кейін ақша жетпейді. Айналып келіп бір ямаға, айналып келіп жетпейді деген ямаға түсіп кетіп жатамыз. Енді сіздерге бірінші мына қазір картинканы қояйын, қараңыздар.
сіздердің қазіргі өмірлеріңіз кешегі ойларыңыздың жемісі. Мысалы, мен 2018 жылы сабақ беріп бастадым, иә. Сабақ беріп бастаған кезде өте көп қатысушылар болды, және мақсаттарын жазған. 99.9% нәтиже болды. Бәріңізде де болды. Оны барлықтарыңыз айтасыздар да, былай да айтып жатсыздар, иә. Яғни, кешегі сіздер жақсы ойлау арқылы, жақсы сөйлеу арқылы, мақсаттарды жазу арқылы ниеттенген сабақтарыңыздың жемісін сіздер қазір примерно көріп жатсыздар. Шындап келгенде көріп жатсыздар, иә. Мысалы, бірақ көбіңізде қандай? Мен тоқта қалдым, мен қайтадан қарызға кіріп кеттім, қайтадан минусқа кетіп қалдым деген сондай өтініштер көп болып жатады. Енді қараңыздар, тағы да қайталап айтамын. Бүгінгі өміріңіз, мына жерде картинка бар, иә. Мынау дұрыс емес картинка қойып отырсың сен. Вообще басқа картинка. Қойылмайды ма екен? Аптай сал мұнда. Бүгінгі өміріңіз кешегі ойларыңыздың жемісі. Енді сіз отырыңыз да ойланыңыз. Мектепте жүргенде не ойлайтын едіңіз? Балабақшада жүрген кезде не ойлайтын едіңіз? Осыдан 2 ай бұрын не ойладыңыз? Осыдан 1 жыл бұрын не ойладыңыз? Жалпы сіз нені көп ойлайтын едіңіз? Ойланып қараңызшы. Біз кешегі не істегенімізді білеміз, иә, қайда барғанымызды білеміз, не кигенімізді білеміз, кімнің тойына барғанымызды білеміз. Біз бәрін білеміз. Біз бір нәрсені ғана білеміз. Кеше осы мен не туралы ойланып едім, біз білмейміз. Өйткені ойдың легі деген бізде мынандай еселеніп келіп жатқан сайын ол есіңнен шықпады, оның бәрін ойлап еске түсіріп отыру мүмкін емес. Сол үшін біз өзіміздің оқушыларымызға дәптер арнатамыз. Ойларыңды сен фиксация жасап отыр, жазып отыр. Сол кезде сен бүгін жазып қоясың да, ертең мәссаған мен мынаны ойлап едім ғой, сол келіп жатыр екен ғой деген сияқты сізде сіз нәтижені көресіз. Нәтиже көрген кезде сіз ойыңызды да, сөзіңізді де қадағалайтын боласыз. Қазір сіз қадағалай алмайсыз. Не үшін? Өйткені сіз кешегі ойыңыздың жемісі қазір болып жатқанын біліп отқан жоқсыз. Сіз айтып жатырсыз, бүгін қымбаттап кетті, доллар өсіп кетті, күйеуім жұмыссыз қалды, сосын осындай болып жатыр. Жоқ. Қазіргі сіздің өміріңізде болып жатқан ситуацияның барлығы кешегі сіздің ойларыңыздан туындап жатқан нәтижелер. Түсінесіздер ма? Сіз соның нәтижесін көріп отырсыздар. Яғни біз не істейміз? Қараңыздар, элементарно айтайық. Біз бүйтеміз. Дәл ертең ақша тапқымыз келеді. Срочно маған 100 миллион табу керек. Срочно маған 1 миллион табу. Срочно мен кредит жабу керекпін. Срочно мен қарыз жабу керекпін. Срочно дейді. Енді қараңыз, бүгінгі ойыңыз бүгінгі өміріңіз кешегі ойыңыздың жемісі деп айтып отырмын. Яғни біз срочно деген нәрсе не работает. Біз бүгін картошканы егіп кешке қарай оны қазып жей алмаймыз. Біз бүгін таңертең үй соғып бастап кешкісін ол үйге кіріп кете алмаймыз. Әр нәрсенің пісіп жетілетін, өсетін уақыты болады. Сондықтан дәл бүгінгі күннен сіз ертеңгі өміріңіздің жақсаруын қаласаңыз, сіз ертең таңертең емес, бүгін кешке емес, дәл қазіргі сәттен бастап шешім қабылдауыңыз керек. Дәл қазіргі сәттен бастап ойларыңызды реттеуіңіз керек. Өзі 1000 миллион адамдармен жұмыс жасаймын қазір мен. Зорлық мәселесімен жұмыс жасаймын. Ақшаға байланысты жұмыс жасаймын. Сонда мен нені байқаймын? Менің байқағаным бірақ нәрсе. Адам жаман ойлаған сайын өмірінің сапасы нашарлап кете береді. Тек қана ойға айналып келіп біз ойға тірелеміз. Айналып келіп сөзге тірелеміз. Адамның аузынан жақсы сөз шықпайтын болса, оның өмірінде ешқандай жақсылық болмайды. Сондықтан да біз айтамыз, иә, мен мамам қарғап жатыр, папам бүйтіп жатыр, әжем сөйтіп айтқан, көрші мынандай айтқан деп. Бір нәрсені біліңіз. Сіздің подсознательно түп санаңыз сіздің аузыңыздан шыққан сөздің өзін установка ретінде қабылдайды. Мысалы үшін маған біреу айтады, сен неғып сабақ бересің дейді. Неге сен елді алдап жатырсың? Сен ақша жинап жатырсың дейді. Мен егер бүкіл елге жалтақтай беретін болсам, мен онда жоқ болып кетуім керек та. Мен онда жоқ болып кетуім керек. Сондықтан да сіз, мен естеймін, Абай айтады, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап деп Абай айтып тұр. Сол үшін мен айтамын, маған көпшіліктің үні. Біз өмір бақи неден шаршап келдік? Ел не дейді деген принциппен өмір сүріп келдік. Ел не дейді деген. Мысалы үшін қаншама қыздар, мысалы бала жетімдер үйінде балалар алданып қалған қыздар, иә, балаларын тастап кетіп жатады ғой, сәбилер. Сонда соның барлығы неден, не үшін балаларын тастап кетіп жатыр? Өйткені ата-анасы айтады, таста дейді. Ата-анасын айта алмайды. Ата-анасы ел не дейді, масқара, ұят болады деген оймен анау қорқады да балалар жетімдер үйіне. Балаға изначально база, балалық кезінде оған балаға ер азаматқа сенбеу туралы, немесе ер азамат туралы
шешім қабылдау туралы, еркектің қандай болатындығы туралы тәрбие бермейді қыздарға. Немесе қыз бала отбасынан махаббат көрмейді, отбасынан жылулық көрмейді. Сосын не дейді? Бірінші сүйем деген жігіттің артынан ілеседі, сонымен қатынас, сосын бала туады. Бала туғаннан кейін үйіне әкеле алмайды, өйткені әке шешесі ел не дейді? Ұят, позор қыламын, әке шешемді позор қыламын деп қаншама әйел күйеуінің қолынан таяқ жеп өліп кетіп жатыр. Қаншама қыздар баласын туған жеріне тастап кетіп жатыр. Ол тастап кетсе жарайды ғой. Сол қыздар, мысалы, менде болды сондай кісі, балалар үйін тастап кеткен. Міне тастап кеткенін айтады, қазір менің балам уже 27-ге келді дейді. 27 жыл мен қазір семьям бар, бала шағам бар. 27 жыл бойы менің көрген өмірім емес дейді. Мен дұрыс ұйықтай алмаймын. Мүмкін ана көшедегі әр бала менің балам сияқты. Әр адамның үйіне барғанда соның баласы өзінікі ма деп ойлап отырамын. Яғни менің 27 жыл өмірім талқандалып кетті деп айтып жатады да. Бұл не үшін жастар сондай қадамға барады? Өзінің ата-анасынан қолдау көрмегенде, ата-анасынан жылу көрмеген кезде сондай дүниеге барады. Адамның ең бірінші поддержка дейміз, ең бірінші қолдау көретін, ең бірінші жылу көретін адамы бұл өзінің ата-анасы, өзінің отбасы болу керек. Отбасынан жылу көрмеген, отбасынан пана көрмеген, қолдау көрмеген адам неше түрлі қателікке ұрынады, қателікпен отбасын құрады. Отбасын құрғаннан кейін сол қателікпен құрылған отбасында балалар дүниеге келеді. Ол балалардың тағдыры талқандалады. Яғни бұл бір шындық сияқты ғой, біріне-біріне байланысып кете береді. Бүгінгі өміріңіз кешегі ойларыңыздың жемісі дегеніміз. Яғни бәріңіз кешегі ойыңыз қандай болды сіз? Кеше сіз қорықтыңыз, скорее всего. Осы ақшамды жеткізе алмай қалам ба деп қорыққан адамдар қазір қарыздан қиналып жүр. Осы кредитті жаба алмай қалам ба деп сізде қорқыныш болды. Болмай сізде просто кредитке кіріп кетіп, соны жаба алмай жүріңіз мүмкін емес. Сіздің қазіргі әрбір қиындығыңыз кешегі ойларыңыздың жемісі. Әрбір қиындығыңыз кешегі ойларыңыздың жемісі. Сондықтан да бізге қандай әрекет істеуіміз керек? Бізге әрекет істеуіміз керек. Мынандай, бүгінгі ойыңды жақсартсаң, ертеңгі жағдайың да жақсы болады. Бүгінгі ойды жақсартсаң, ертеңгі жағдайың да жақсы болады. Өзімнің тәжірибемен айтайын. Мысалы үшін менің Telegram каналымда, YouTube каналымда өзімнің үнемі тыңдап отыратын. Мысалы үшін мен Зеландты үнемі тыңдаймын, Адаконданы үнемі тыңдаймын, ұйықтайтын кезде Құран тыңдап жатамын, Джон Кеханы үнемі тыңдаймын, Балацкаяны үнемі тыңдаймын, қатты шаршасам Валякты тыңдаймын. Яғни мен де ашуланам, мен де қорқам, мен де жылаймын, мен қандай адамдармен қарым-қатынасқа түсу қиын болады. Тем более сіздер менің өмірбаянымды жақсы білесіздер. Мен 12 жасқа шейін апамның қолында өскенмін. Атам, әкем мен шешемді почти 20 емес, даже 40-қа келгенше қабылдамаған адаммын. Оларды ешқашан кешіре алмаймын деген принциппен өмір сүрген адаммын. Бірақ сөйтіп келген кезде қандай дүниелер болды? Менің өмірімде ақшамен де проблема болды. Ақшамен де проблема болды, ажырасуда болды, примерно білесіздер. Яғни мен осы өзімнің қателіктерімді, өзімнің оқушыларымнан, ешкімнен көргім келмейді. Сондықтан да бір нәрсе айтқым келеді. Барлық нәрсе ойдан басталады. Мысалы үшін ойлаңызшы, сіз ойлайсыз, ертең мен салонға бару керек еді, барып ертең бір демалып қайтайыншы деген сияқты, немесе бір бетіме массаж жасатайын, бетін тазалайыншы деп ойлайсыз, бірінші ойдан басталады. Сіз таңертең атып тұрып, киінесіп салонға бармайсыз ғой. Сіз ойыңызға келгеннен кейін звондайсыз, салонға телефон шаласыз. Ертең мен осындай уақытта келем дейсіз, әрекет жасайсыз. Ойдан кейін әрекет, салонға барасыз, бет аузыңызды тазалатасыз, қасыңызды тергізесіз, жаңағы кірпігіңізді өсілтесіз, аяқ қолыңыздың тырнақтарын алдырасыз, уже нәтиже тұр. Ой, әрекет, нәтиже. Ой, әрекет, нәтиже. Енді бізде қандай? Бізде мынандай ой келеді. Мен осы ажырасып кетсем не болады? Деген ой келе ма? Біз ажыраспаймын деп әрекет жасап жүріп, наоборот ажырасып кетеміз. Не үшін? Бәрі ойдан басталады. Изначально бізде ой дұрыс болған жоқ. Енді қараңыздар. Бізде мынандай дүние бар, бізде қазір халықтың әйелдер қауымының 90% психологтың көмегіне мұқтаж. Оның ішінде ақшасы бар да бар, күйеуі бар да бар. Күйеуі бар бола тұра, күйеуіне сенбейтін әйелдер өте көбейіп кетті. Қазір азаматқа сенбеу дейтін идеология жүріп жатыр, бәріңіз білесіздер. Одан бөлек түрімді кішкене үлкейтіп қояйыншы мына жерден. Үлкеймей қалды, жарайды. Одан бөлек қазіргі таңда өзінің әке шешесіне көңілі толмайтын адамдар өте көп. Шешем ақша сұрай береді дейтіндер көп. Енем мені түсінбейді дейтіндер. Қызым мен қарым-қатынасым болмай жатыр. Ұлым менің жұмыс істемейді. Ұлым ойын ойнап жатыр. Күйеуім ойын ойнап кетті. Басқа қатыны бар деген сияқты. Осы командамен тиісе алмаймын, бастығымен тіл табыса алмаймын деген проблемалар қазір өте көп.
Өйткені біздің бұның барлығының бастау алатын жері үйдің фундаменті қандай болса, үй сондай болады. Фундамент қандай болса, иә. Сіз картопты еккен кезде де оны бір жақсы құнарлы жерге егетін болсаңыз, ол жайқалып керемет болып өсіп шығады. Солай ғой, цементтің ішінде сіз гүлдей алмайсыз, жақсы құнарлы жер. Сол сияқты дұрыс отбасыға келгенде бізде дұрыс программа болады көбінесе. Ал бізде, қараңыздар, бізде база дұрыс емес. Вообще қазақ семьяларындағы база дұрыс емес. Біз нені көрдік? Арақ ішіп жүрген еркектерді көріп өстік та. Одан кейін еркектердің әйелдерді боқтауы ол қалыпты жағдай біздің қазақ қоғамында. Не болыпты боқтаса, не болды шапалақпен ұрса деген сияқты. Осының кесірінен қазір міне көзі көгерген әйелдер өте көп шығып жатыр, иә. Біздің база дұрыс болған жоқ. Яғни біздің әкеміздің анамызды ұруы бізге нормально болып тұрды. Шешеміз таяқ жеп жүрсе де семьяны сақтап қалды. Не деген батыр ана деп біз оны құрметтейтін болдық, мысалы, иә. Дұрыс емес нәрсені бізге дұрыс қылып қабылдауды сондай идеология жүрді. Одан бөлек, мысалы үшін, ер азаматтардың жұмыссыздығын көп көрдік, жаңағы арақ ішу дейтін саясат жүрген кезде бірінші еркектер енді әлсірей бастады деген сияқты. Осындай база, үйдің фундаменті дұрыс болмаса, үй құлайды бәрібір, иә. Фундамент нашар болса, оның патологын 1000 жерден күштілеп қой, оның қабырғасын керемет мрамордан соғып қой, оның терезесі 1000 жерден витражный болса да, фундамент дұрыс болмағанда үй дұрыс болмайды. Яғни сіздің балалық шақтағы база дұрыс болмаған кезде, балалық шақтағы сенім мәселесі. Мысалы үшін, кішкентай бала таяқ жеп үйге келген кезде, әкесінің қорғайтын, папа мені ұрды деп келеді, иә. Папасы, ой, сорлы өзің таяқ жеп қалдың ба? Сен жігіт емессің ба? Жігіт адам жыламайды деген сияқты. Оны одан сайын төмпештеген кезде, балада не пайда болады? Сенім мәселесі сына бастайды. Яғни мені қорғайтын ешкім жоқ екен ғой. Яғни менің сөзім сөйлейтін ешкім жоқ екен ғой. Мен жалпы керек емес шығармын деген ой пайда бола бастайды. Немесе қыз балаларды да, қыз балаларға мұғалім ұтысады көбінесе, иә. Немесе жаңа бір нәрсе алғысы келеді, қалауын орындатқысы келеді. Сол кезде оның қалауы орындалмаса, мысалы, мама мен мынандай бантик алайын, сумка алайын дегенде, жап аузыңды, бізде жылама, көзіңді ағызба, бізде жылап жатса қызды ұрады, иә. Өшір үніңді, өшір деп балаға төмпештеген кезде қыз балада сенім мәселесі сынады. Одан кейін әкесі қыз баланы ұрған, анасын ұрған кезде, әкесі арақ ішіп отбасының шырқын бұзатын кезде, қыз баланың еркекпен қарым-қатынасы талқан болып кетеді, былайша айтқанда. Ол ер азаматпен қарым-қатынас жасай алмайды, өйткені сенім мәселесі тағы да сынып қалады. Өйткені өзінің әкесінің сондай бір қатыгездігін көрген, өзінің әкесінің өте әлсіздігін көрген қыз бала бұл не істейді? Яғни бейсаналы түрде, бұл енді сөзім көп адамға түсініксіз болуы мүмкін, бейсаналы түрде ол күйеу іздемейді, ол не істейді? Өзін қорғайтын, асырайтын адам іздейді. Қазір қыздардың барлығы қандай күйеуге тигісі келеді? Ақшасы бар күйеуге тигісі келеді. Мені түсінетін, жақсы әке болатын, жақсы отбасын құратын еркекті іздемейді қыздардың бәрі. Машинасы бар ма, оның үйі бар ма дейді. Не үшін? Өйткені өзінің анасының тырбаңдап ақша табу үшін шаршағанын көрген қызда қорқыныш, құтсын ертең күні мен де анам құсап сорлап жүрмейін дейді да, сол жаңағы қыздар күйеу іздемейді, қыздар байлық іздейді. Одан кейін мынаны қараңыздар. Мен мына жерде картинка дайындадым ба, дайындамадым ба, қас қарайыншы, осыған байланысты жаңа дайындайын деп едім. Дайындамаппын ғой. Қараңыздар. Қыздар байлық іздейді. Жалпы психология дейтін адамға байлық әкелетін ғылым емес, байлық алып келетін адамдар, психологтарға ақша табу үшін келіп, потогым жабылып қалды, мен үлкен ақша тапқым келеді дейді да. Бірақ менің өзімнің оқушылардың ішінде менторлығым болсын, сабақтарым болсын, мен нені байқадым? Біз ақшаға фокус қойған кезде, ол ақша ешқашан адамға бір бақыт, қуаныш әкелмейді. Ақша келмейді. Ол уақытша бір алдамшы дүние да, алдамшы дүние. Сол үшін біз неге тек қана ақша туралы сабақ жасамаймыз? Өйткені мен өзіміздің ағымыз таза болу үшін, ертең сол ақшаның рахатын көруіңіз үшін, ол ақшаңыз берекелі болу үшін біз жаңағы үйдің фундаментімен, балалық шақпен жұмыс жасаймыз. Қазір ақшаға байланысты медитация бере салып, сата салуға болады, оп-оңай. Ақшаға байланысты аффирмациялар, техника көп қой, осыны жасап жүре бер деп жасауға да болады. Менің өзімнің 17-ші, 18-ші, 19-ші жылдардағы психологиядағы ең алғаш фундамент базамның өзі сол топтық тренер мотивацияға қаланған болатын. И сол мотивацияға байланысты болды да, мен көп мотивация бердім, білесіздер, 17, 18, 19-да. И соған байланысты ақша тапқан адамдар өте көп болды. Жақсы білесіздер, біздің инфобизнестағы, анадан басқа жоқ па, жастық бірдеңе ойсай? Біздің инфобизнестағы өте көп ақша тауып жүрген қыздардың 90% менің оқушыларым екенін жақсы білесіздер. Одан бөлек дәстүрлі бизнестағы танымал аспазшылар, поварлар, иә, қазір анау
кейтеринг дейді ғой, дастархан жасап жүрген қыздардың 90% менің оқушыларым екенін жақсы білесіздер. Сұлулық салондарында менің почти 60-70% оқушыларым жұмыс жасап жүргенін жақсы білесіздер. Менің оқушыларымның Нөкістегі ең мықты бизнесмен қыздар, Нөкісте, Бішкектегі ең мықты бизнесмен қыздардың көпшілігінің менің оқушыларым екендігін жақсы білесіздер. Қазір танымал қыздардың әлеуметтік желіде мықты қазіргі байыр болып жүрген қыздардың 90% осы біздің сабақтардан шыққан. Тіпті өткенде ешқандай психологияға сенбеймін деп бір қыз сұхбат беріп отыр екен. Ешқандай психологияға сенбеймін, психологтарға беріп ақшаларыңызды алданып қалғанша жүргенше сорға ақшаңызды беріп дейді. Одан да тірлік істеңіз, әрекет етпесеңіз ешкім ақша бермейді деп бір қыз сұхбат беріп отыр екен. Сосын мен соның дайректіне жазайын дедім да. Дайректін кіріп қалсам 19-шы, 20-шы, 21, 22 жыл 4 жыл біздің бүкіл сабаққа қатысқан ғажайып 28 күнге бәлен рет бүкіл чектарына дейін тұр. Сосын мен айтайын дедім да, сен өзің бай болдың, қазір өзің үй алып апсың, астыңа 200 машина мініп апсың. Неге басқаларға осындай нәрсе айтып отырсың деп айтқым келді да. Егер сен нәтиже болмаса, неге сен 3 жыл жүрдің, 3 сабақтан кейін кетіп қалмадың ба деп айтайын дедім да. Ойладым, бұл да мүмкін дұрыс шығар, мүмкін деп ойладым. Мен вообще жаңағы негативпен жауап беруді қолдамайтын адаммын. Ондайға энергиямды бөлгім келмейді. Өйткені менің мына жағымда бір ауыз жылы сөз күтіп отырған, қолдау күтіп отырған қазақтың бәленбай мың адамы бар. Сондықтан да мына өтіп кеткен шаққа бұрылып, оларға энергиямды құртқым келмейді, шын айтсам. Олар маған ешқандай рөл ойнамайтынын тағы да білемін. Сондықтан да қараңыздар, бүгін ойыңды жақсартсаң, ертеңгі жағдайың жақсы болады. Қараңыздар, біз Telegram каналды аштық. Осы Telegram каналды ашу мақсатымыз не? Өйткені бізге мотивация, бізге медитация, терапия бізге күн сайын керек. Күнде керек қазір мысалы, Біз мысалы қанша сабақтар өткіздік? Бүгін сабақ болады, 2-3 күн демаласың, аптасына 1 рет деген сияқты. Мысалы курстар өткіздік, 200 мыңнан курстар саттық. Ол кезде де солай, аптасына 2 рет сабақ болады. Ал бізге күн сайын керек болады. Мысалы маған қазір мен бастығыммен ұрысып қалдым, немесе мен көмекшіммен ұрысып қалдым, настроением құрып тұрып, ашуланып тұрдым, жынданып тұрған, мен не деймін? Суббота сабақ болады, сенбіге дейін шыдайын демейсің ол кезде. Адам моментально көңіл күй түсіп кеткенде моментально поддержка іздейді. Сондықтан біздің Telegram канал 1 жыл, оның ішінде барлығы сақталып тұрады. Өзіңізге қажетті ақпаратты сол жерден скрин жасап, өзіңізге заметка қойып қоясыз. Мысалы, ашуланған кезде мен мынаны тыңдау керекпін. Оның ішінде ашулануға байланысты медитациялар тұратын болады, ата-анаға байланысты медитациялар тұратын болады, ақшаға байланысты медитация тұратын болады, ақшаны қатты уайымдаған кезде успокоение қалай болады, оған байланысты медитация, бүкіл медитация ол жерде тұратын болады. Одан бөлек, мен ертеңгі бірінші сабақ бізде неден басталады? Ертең бірінші сабақты мен беретін боламын. Қараңыздар. Ертеңгі бірінші сабақ анамен байланысты болады, бақыт анадан басталады деп қойып қойдық. Қараңыздар. Мысалы, біз анамызбен қарым-қатынасты қазіргі өмірімізден қалай байқай аламыз? Мысалы, бәріміз айтамыз, мен анамды жақсы көремін, анама ешқандай ренішім жоқ, анашым мені дүниеге әкелді, асырап бақты деп айтамыз, Енді қараңыздар. Егер сіздің адамдармен тіл табысыңыз өте қиын болса, құрбыларыңызбен өте көп ренжісе беретін болсаңыз, сіздің анаңызбен қарым-қатынасыңыз жақсы емес. Бұл бірінші. Екінші, егер сіз адамдарға мүлде сенбейтін болсаңыз, бұл сіздің фундамент, база, балалық шақтағы анаңызбен қарым-қатынастағы дұрыс емес программалардың кесірі деп айтсам болады. Ойымды жеткізе алмадым ба, жеткізе алмадым ба. Одан кейін, мысалы, сіз қазір келінсіз, қайын-жұртыңыздың бәрімен қиын отношения. Мысалы, мен айта аламын, маған бір қыз келеді, анаммен қарым-қатынасым керемет, анам мен үшін, әкем қайтыс болып кеткен, анам мен үшін ауыр жұмыс жасап, мені асырап, бақты, алақандасап аялады, осындай. Енді менің қайын-жұртым күн бермей жатыр дейді. Неге күн бермей жатыр? Мысалы, дейді, қайын-жұртымның маған мүлде жанашмайды дейді. Мен қазір 2 балам бар, енем бос отыр, менің балаларымды бақса болады ғой, мен сондай бизнес жасайтын едім, бүйтетін едім, бірақ маған енді енем ешқандай поддержка бермейді деді. Менің анам поддержка бергісі келеді, мені не істегісі келеді, бәрі мені қолдайды, жақсы көреді. Бірақ менің інім бар, інімнің бала-шағасын бағады, анам дейді, мен оған енді өз бала-шағамды алып тықпаламаймын ғой деген запроспен маған келеді. Бизнес жасайтынымды біліп тұрмын, бизнес жасасам осы сұмдық бай болып кететінімді біліп тұрмын. Просто мені қайын-жұртым қолдамай, бағымды байлап отыр дейді. Біз сонымен проработка жасаймыз, ретритке келген бұл қыз бала. Ретритке келіп проработка жасаған кезде біз нені байқаймыз? Ол қыздың 6, 7, 8 жасындағы әкесі қайтыс болып кеткен, анасы жастай қалған. Анасы постоянно жұмыста жүреді, мына қыз өзінің інісін, сіңлісін бағатын болған.
інісін сіңілісін. Сонда кішкентай ғана қыз анам бізді жеткізу үшін қиналып жүр деген түсінік жоқ. Біздің әкеміз өліп қалды, барлығы жоқ анамның мойнында тұр дегенді кішкентай қыз оны білмейді ғой, оны терең кете алмайды. Ол қыз не істейді? Кішкентай ғана кезіндегі қыздың реніші. Неге анам маған осынша ауыр жұмысты қаратып қойды? Неге анам маған інім мен сіңілімді бақтырып қойды? Өзі 6 жаста, 7 жаста ойлаңыз, аналарға мама болып жүрді. Мен үйдің жұмысын жасай алмаймын ғой, мынаның барлығы менің қолымнан келмейді ғой. Мен қазір неге мама, мен де ойнағым келеді, мен де тәтті жегім келеді, мен де еркелегім келеді. Мамасы келеді де үйдің үлкені еркелетпейді кішкентайына, жаным күнім. Ана қызға айтады, сен бар ана ыдысты жу, бар сен тамақты же. Яғни үйдің үлкені болу арқылы әкенің орнына әке, шешенің орнына шеше отқан бұл анасы емес, ана кішкентай қыз. Ана шешесі осы 7 жастағы қызға арқа сүйеп алған да. Осы жаңа тамақты не істеп қой, кішкентай 7 жасынан бастап мен тамақ істей беретінмін дейді. Мен картоп аршып не істеп, анам келгенде заготовканы дайындап қоятын дейді. Інім мен сіңілім тышып сеп қояды ол кезде енді. Соның жаңа бұтын да ауыста салам, жуа салам, былайша айтқан кезде үйдің анасы да әкесі ана қыз болып қалған. Шешесі кешкешін жұмыста. И осы кішкентай кездегі қыздың реніші, осы кішкентай кезде қыздың болымен жұмыс жасаған кезде ол қыз бір 3 күн 4 күнде айтты, өз-өзіме келе алмай жылап жатырмын дейді да мен. И осымен қалай проработканың бәрін реттелді. Анасымен қарым-қатынасқа біз жұмыс жасадық. Артынша не болды? Артынша енесі өзі батасын беріп, сен 2 баланы, 3 баланы туып бердің, жақсы келін болдың, саған біз разымыз. Енді өзің бизнес жасаймын десең де біз сені қолдаймыз, өзіңнің жаңағы көмек беруге дайынмын деп өзінің енесі аяқ астынан батасын беріп, сол қыз бизнеске бізге ретретқа келді. Енді мен бизнес жасағым келіп тұр, осындай деген сияқты, иә. Развод кезінде жаңағы бірінші запросында енемен көңілім толмайды, қайын-жұртым қолдамайды деген қыз балалық шақпен жөнделгенде, үйдің фундаменті жөнделген кезде бәрі де жөнделеді екен. Сондықтан біз ертең бақыт анадан басталады деген сабақта бастаймыз, бірінші сабағымызды. Сондықтан бұл телеграм каналда сабақта 1 жыл тұратын болады. 1 жылға тіркелу 33.600 теңге, қазір тіркелу бізде 10.000 теңге. 1 жылға тіркелу 10.000 теңге. Егер сіздер сабаққа 1 ай тіркелгіңіз келеді, просто көргім келеді десеңіздер, 2.800 теңге. Мына төменде номер тұр, 8777 130 51 57 WhatsApp-қа қатысам деп жазасыздар. Одан кейін бүгін 6 сентябрьдің шамамен 15 қыркүйек күні біз сол жерде бүкіл қатысушылардың 10.000 теңгеден төлеген бүкіл қатысушылардың арасында 3 адамға Түркияға тур сыйлайтын боламыз. Ол 3 адам Стамбулға қыдырып келетін болады. Менің үйіме қонаққа келеді. Әрине самолетін, қонақ үйін бәрін біз төлейтін боламыз. Bir күн базар аралайды, магазин аралайды. Паспорты жоқ болса жасатып береміз. Алла қаласа сол 3 адамға сондай сыйлық болады. Енді бақыт анадан басталады деп аталатын ертеңгі проработканы жасайсыздар. Бұл жасалынғанда шамамен, бұл проработка шамамен 3 күндей уақытымызды алады. Алғашқы кезде өте ауыр болады, жылайсыздар, қиналасыздар. Енді ол телеграм каналда оның барлығы қалай жасалатынын мен түсіндіріп айтатын боламын. Ертеңгі бірінші сабағымыз осы бағытта өрбиді. Екінші, одан кейін байлық әкеден басталады деп айтады. Бізге осы база әке мен шеше. Мен әке мен шешені аттап өтіп байлыққа да жете алмаймын, әке мен шешені аттап өтіп бақытқа да жете алмаймын, әке мен шешені аттап өтіп мен деген жаңа успех та келмейді маған ештеңе келмейді. Келген дүниенің барлығы әке шешесімен араласпайтын адамдар өте көп білесіздер. Араласпай-ақ бай болып жатқан, әке шешесіне қарамай-ақ бай болып жатқан адамдардың, бірақ оның 99.9 почти бәрінде біріншіден жүректе тыныштық жоқ, екіншіден сол байлық оларға мысалы қиналып жүріп тапқан байлық одан сайын қинап жатыр примерно да. Яғни менің денемде тағы қайталап айтамын, бөтен біреудің қаны жоқ. Әкемнің қаны, шешемнің қаны. Мен әкем мен шешемді қабылдау арқылы өзімді қабылдай алмаймын. Өзімді қабылдамай тұрғанда менің жанымда, менің жүрегімде, менің тұла бойымда ешқандай тыныштық болмайды. Мен өзімді ешқандай жақсы көруім мүмкін емес. Өткенде ресейлік бір әншіні қарап отырмын. Сол әке шешесімен араласпайды екен да. Соны әйелі сұхбат беріп айтып жатыр, менің күйеуім әке шешесімен араласпайды, әке шешесі көп қинаған, арақ ішкен, сондай болған, бұндай болған деп сөйтіп айтып жатыр да. Сосын жаңағы күйеуінің мен инстаграмда тіркелген ғой, постоянно өмірлерін қарап отырамын. Күйеуі әйеліне обращаться еткенде, әйеліне сөйлегенде, любимая ау демейді, постоянно мама дейді екен. Енді балалардың мамасы деп айтады, бізде папасы деп айтамыз ғой, примерно сол сияқты деп ойладым. Мама дейді да. Бейсаналы түрде былайша айтқан кезде
жасы мысалы 40-қа келген еркек, бірақ әлі мамасын іздеп жүрген еркек та, примерно білініп тұр да. Сондықтан да біз енді қазір өте көп ретлитте адамдардың жан жарақатымен өте көп жұмыс жасаймыз. Қазіргі кезде қазақ қоғамындағы әйелдердің 60% білесіздер зорлық мәселесі. Маған ең көп келетін проблема, бізге ең көп келетін бұл зорлану мәселесі, зорлық мәселесі өте көп. Тіпті қазіргі кезде енді ең қорқынышты нәрсе әйелдердің зорланған, былай тұрсын, зорланған еркектер бала кезінде зорланып қалған өте қазір бізге анонимно келеді, әрине, өте көп келіп жатыр. И бала кезінде зорланған ер азаматтар өскен кезде әйелдермен қарым-қатынасқа түсе алмайды да, өкініштісі сол, яғни тағдырлары талқан болып кетеді сол жерден. Сондықтан да енді бұндай жарақаты терең адамдарға көмектесу әрине өте қиын, но адам қаласа негізі барлық нәрсені де реттей алады, барлық нәрсе. Өйткені мысалы қараңызшы, мен мына мысалы балалық шағымда айтатын болсам, балалық шағымда мен мысалы өзімді айтайын, мен тоқ соққан бір рет ана бір төсектің жанында светильник болады. Біздің бала кезімізде светильник деген дефицит болды, кәдімгі роскошь болатын. Біздің үйде бір ескі светильник болатын. Бір күн сол светильник өшіп қалды да, соның лампочкасын бұра бергенде мен тоғды да, денем дірілдеп. Мен шыңғырып далаға қашқанымды білем, сосын солқылдап жылағанымды білем. Мен енді дәл қазір осы оқиғаны айтып отырмын, бірақ мен жыламаймын ғой, дірілдеп қашпаймын ғой мен. Не үшін? Менде естелік қана ол. Ол маған қазір боль әкеле алмайды. Сондықтан бала кезде мені әкем ұрған, анам ұрған деп жылайтын адамдар, бұларды жертвалар просто да. Жертва просто. Өйткені ол қазір сен ешкім ұрып жатқан жоқ қазір сені. Айтқан кездегі эмоцияң, ол сен жертвалық состояниеға, ол манипуляция просто. Мен сонда қиындық көргем, мен аяңдар деген сияқты да. Ол манипуляция, ол невыгодно былайша айтқан кезде. Сондықтан да біз проработка, бұл менде сондай болатын. Мен апам қолында өскен, мен ешкім керек қылмаған, мені вообще ешкім қарамаған деп айтатында жылай беретін. Бүкіл менің құрбыларым көріп отырса, олар да күліп отырған шығар. Мен өмір бақи балалық шағымда айтқанда еңіреп жылап айтатын, қазір ойласам вообще да. Өйткені маған солай ұнайтын. Мен жылаған кезде адамдар мені аяса, жаным, кешір деп құшақтаса, постоянно жаңағыдай жылы сөзін арнаса, ешкім бермеген махаббатты құрбымнан іздеймін, анадан іздейсің, күйеуден іздейсің, халықтан іздейсің, көрерменден мені жақсы көресіңдерші. Мен деген қиындық көрген адаммын, мен қиналғанмын. Қазір любой блогердің, любой жаңағы инфобизнестағы адамның прогревін қараңыздаршы, қалай басталады. Мен балалық кезімде жыртық галошпен жүріп, содан аяғымнан су өтіп, сөйтіп жүріп, мен жаңағы тезектеріп жүргенмін. Сол кезде мен қиялдайтын едім, осылай боламын деп. Сол арманыма жетіп, әкеме машина әперемін деп, мен қазір әперіп жатырмын десе, біз жақсы көріп тұрамыз, иә? Немесе бала кезімде мені ағаларым өте қатты ұрған, мен содан солардың бетін көрмей кетіп едім. Сөйтсем олар мені тәрбиелепті ғой, олар мені мықтылыққа бүйткен екен ғой. Сол ағаларыма рахмет айтып, мен қазір бір iPhone сыйлап жатырмын десе, біз жақсы көріп отырамыз. Ал енді бізге айтса, әке шешем мені алақандай алаған, байдың қызы болдым. Одан кейін жаңағы әкем өмір бақи мені машинамен тасып жүрген. Содан кейін мектеп бітірдім да, мен бизнес бастап, қазір мінекей осындай үлкен бизнестің иесі болып отырмын десе, біз түсіне алмаймыз. Әкесі бір мынаның коррупционер шығар, жемқор ғой мынау, бір түк қиындық көрмеген, өмір бақи оңбаған бай ғой, мынаны құрту керек, мынаны тексеру керек қой деп өзімізден өзіміз жақсы көрмей. Біз сондай ана қайғылы оқиғаларды жақсы көреміз, қайғылы адамдарды жақсы көреміз. И соответственно адамдар қайғы жоқ жерден қазір қайғы іздеп жүр да. Бұл вообще дұрыс емес. Дұрыс емес тактика. Сондықтан бұның барлығын өзгертетін уақыт келді. Байлық әкеден басталады деген сөз. Қараңыздар, әкеммен қарым-қатынасым күшті, әкеммен алақандай алаған деген адамдар, иә? Қараңыздар, жалпы отбасын асырау деген миссияны Аллах тағала еркекке жүктеп қойған, иә? Әйеліңді асыра, бала шағаң қалауын бер, бала шағаңның тамағын түгендемесең, қарны тоқ болмаса да қашылыққа баруға болмайды деген сияқты бір сондай не бар, иә? Мен енді діни сауатты емеспін примерно да. Яғни әкесімен жақсы қарым-қатынасқа түсіп, әкесіне емін-еркін еркелеп, әкесіне сеніммен өскен ұл мен қыз өскен кезде бизнес бастаудан қорықпайды, бастығынан қорықпайды, заңнан қорықпайды, көрінген гаиден қорықпайды, әркімнен қорқа беру сіздерде бар болатын болса, сондай мысалы налоговый дегенде аяқ қолыңыз дірілдеп сөйтетін болса, немесе гаиді көргенде қорқып кететін болсаңыз, сондай бір қорқыныштарыңыз бойыңызда көп болса, сізге в основном, скорее всего, база, кішкентай кездегі база, бізді кішкентай кездегі баланы әр нәрсе қорқытады, көршілер қорқытады, құлағыңды кесіп алам, милицияға беріп жіберем, қазір орыстар сені алып кетеді, иә, қараңғы бөлмеге қамақ қоям деген сияқты әркім қорқыта береді. Бірақ егер баланың әкесі үнемі менің балама тиіспеңдер, менің балам деген мықты, менің балама сөйлеуші болмаңдар деп
әке баласын үнемі қорғап отыратын болса, бұл балада сенім мәселесі күшті болады, қорқыныш болмайды, былайша айтқан кезде. Енді базы физический қорқыныштар болады, мысалы жер сілкініп жатса мен қорықпаймын деп отырмаймын ғой, ол қалыпты жағдай. Бірақ енді әр нәрседен қорқа беру деген сөз адамның бала кезінде мықты қорғанышы болмаған деген сөз. Бірақ бала кезде әкем қорғамады, болды, енді осымен біттім деп айта алмаймыз. Біз қазір мына картинканы қайтадан қояйын, қайтадан қояйық, қараңыздар. Бүгінгі өмірің кешегі ойларың жемістер ғой. Мысалы, біз бүгін ойыңды жақсартсаң, ертеңгі жағдайыңды жақсы болады деп тұрмыз. Біз не істейміз? Бала кездегі базовый программаларды толық ауыстыруымыз керек. Яғни біз ертең бақыт әке анадан басталады деген тақырыпта жұмыс жасайтын боламыз. Особенно қыздарыңыз, кім қызым мен тіл табыса алмаймын, ұлым мен тіл табыса алмаймын дейді, міндетті түрде осы сабақты алып беріңіздер. Bir үйдің 2-3 адамы қосылып тыңдасаңыздар да болады, рұқсат. Bir жылға 10 мың теңге деген, бір күнге қанша теңгеден шығады? Bir күнге мен ойлаймын, енді бұл енді біз бір айға 2800 теңге деп қойдық. 2800-ден де алып жатқан адамдар бар, әркім мүмкіндігіне қарай. Егер мынандай ғой, өткенде мен айтқан болатын, қараңыздаршы, мен сабаққа қатысқым келеді, бірақ ақша таппай отырмын деген сөз өтірік. Оны бәріңіз жақсы білесіздер. Бәріңіз білесіздер. Шын қатысқыңыз келсе, осы маған керек десеңіз, сіз оған ақшаны табасыз. Сіз оған ақшаны табасыз. Өйткені білесіздер, мысалы, темекі шегетін адамдар, тағы да қайталап айтамын, ақша таппай қалдым, содан темекіні қойып кеттім, аламай қалдым деген адамды көрген жоқсыздар, ақшаны, темекіні шеккісі келеді, ақшаны табады. Ол табады. Әйел бірдеңені қаласа, оған ақшаны табады негізінде. Мысалы, қандай әйелді көрдіңіз, бір тойға баратын болса, көйлегім болмай қап кетті. Жоқ, тойға барғысы келген адам жаңа көйлекті де табады, ақшаны да табады, барады. Яғни сіз шын қаласаңыз, осы телеграм каналдағы сабақтың құндылығын шын сезінетін болсаңыз, оның ақшасы келеді негізінде. Сондықтан да енді мен 10 мың теңге деген бір жылға менің ойымша бұл алуға болатын ақша деп ойлаймын. Алла қаласа. Одан кейін осы бір жылдың көлемінде бізде менторлыққа сатылымдар болады. Бір жылдың көлемінде біз Қазақстанның түкпір-түкпірінде және шетелде, Дубайда, Түркияда ретриттер жасайтын боламыз. Бірінші хабарландыруда, ретриттің хабарландырулары, менторлықтың хабарландырулары бірінші телеграмға салынады. Телеграмда адам жиналса, бұл мына жақта айтылмайды, басқа жақта. Тек қана сол телеграм каналда бір жыл мен сол жерде өте белсенді, Алла қаласа жұмыс жасаймын деп отырмын. Біз қазір сентябрьде бастаймыз. Сентябрьде біз қазір осы медитация береді. Қараңыздар, мен жаңа айттым, бүгін ойыңды жақсартсаң, ертеңгі жағдайыңды жақсы болады дейді. Сіздерге берілетін медитациялар беріледі. Сіз ол медитацияны күнде тыңдайтын боласыз. Не үшін тыңдаймыз? Өйткені, жаңа мен айттым, сіздің қазіргі өміріңіз қайтадан өзгеріп қойын, қараңыздар. Қазір бүгінгі өміріңіз кешегі ойларыңыздың жемісі дедік. Қараңыздар. Сіздің кеше ойыңызда тыныштық болған жоқ. Сіздің ойыңызда уайым көп болды, соответственно, қазір сіздің өміріңізде проблемалар бар. Қараңыздар. Енді адамның миы демалмаса, адамның ұйқысы дұрыс болмайды. Адамның ұйқысы дұрыс болмаса, адам дұрыс тыныға алмайтын болса, ой мен ұйқы деген өте тығыз байланысты. Ұйқы жақсы болса, ой жақсы болады негізінде. Енді ойың мазасыз деген сөз, ұйқың мазасыз деген сөз. Яғни панический атака дегенде ойың үнемі қорқып тұрады, уже адам ұйықтай алмай қалады. Сондықтан да ұйқыңның тәтті болуы, ұйқыңның тыныш болуы ойға тікелей байланысты. Сондықтан да біздің қазір неге ұйқымыз мазасызданып жүр? Неге қазір мелатонинге сұраныс өте көп? Неге біз дұрыс ұйықтай алмаймыз, дұрыс уайымдай береміз? Өйткені біздің ойымыз, миымыз демалмайды. Миымыз шаршап кеткен. Мысалы, адам азаннан кешке шейін сөйлей берсе, ол не болып қалады, уже талқылайды. Азаннан кешке шейін жүре беру мүмкін ба? Жоқ, максимум 20 мың шақ жүресің, одан кейін 40-30 мыңға кеткенде сен аяғың ісіп бастайды уже. Это невозможно. Немесе азаннан кешке шейін қамыр жая беру мүмкін емес, 5 зуала, 10 зуала, бірақ сен 100 зуала жая алмайсың, ол мүмкін емес физически. Яғни қол шаршайды, аяқ шаршайды. Азаннан кешке шейін телефонмен или кино көре беретін болсаң, көзің шаршайды. Азаннан кешке шейін біреу құлағың түбінде қақылдап отыра беретін болса, сенің құлағың шаршайды. Яғни қараңыз, бізде құлақты демалдырамыз, қош шаршап кеттім дейміз, аяғым шаршап кетті деп демалдырамыз, қолымыз шаршап кетті демалдырамыз. Біз миымыз демалдырмаймыз. Миымыз 24 сағат қымбаттап жатыр, ақша жоқ, кредит шіркін анаған батсам ғой, құдай елдің бәрінің жолы болғыш, мына күйеуім бүйтіп жатыр ғой, балам мен сөйтіп жатырмын, ертең анаға не апарам? 24 сағат уайым миымызда, бірақ ми көзге көрінбейді. Оның қаншалық қиналып тұрғанын біз сезіне алмаймыз. И бейсазыналы түрде прямо автомат жаман ойлай береміз. Енді қараңыздар, ойлай бергендіктен бізде қазір берілетін медитация бар. 30 күн бойы соны тыңдайсыздар. Таңертең және кешке.
обязательно тыңдайсыздар. 30 күннен кейін сіздің ойыңызда қанықтық, тұнықтық пайда бола бастайды. Сіз қазір мынандай ғой, Зеланд айтады ғой, адамдардың бәрі ұйықтап жүргеннен кейін не істеп не қойып жүргенін білмейді, не айтып не қойып жүргенін білмейді дейді. Былай қарасаң, мен осы сөздің астарын көп үңілдім, өзімнің оқушыларына ретвит кезінде өте көп байқаймын, адамдар ұйықтап отырады ғой. Не айтып отқанын ұмытып қалды. Жаңа сізге бірдеңе айтайын деп едім деп ұмытып отырады да, милары шаршап кеткен. Миың бәрі ойдан басталады деп тұрмын. Бірінші ойыңа келеді. Байлық деген нәрсе бірінші ойыңа келеді. Одан кейін барып өміріңе келе бастайды. Сондықтан да сіз мына ойыңызды босату үшін, ойыңызды тынышталдыру үшін сізге осы медитациялық жұмыстар, терапиялық жұмыстар ол міндетті түрде сізге обязательно керек. Сондықтан 30 күн тыңдайсыздар. Осы бірінші оған байланысты жаңағы бақыт анадан басталады, сабағын тыңдайсыздар. Бақыт әкеден басталады, сабағын жай ғана тыңдамайсыздар. Тапсырмаларды орындау керек болады міндетті түрде. Орындағаннан кейін 30 күндік медитацияны тыңдайсыздар. Яғни сіздің бұл 1 жылдық сабақ дедік қой. Жылдың аяғына қарай сізде өміріңізде мощный нәтиже болу керек. Сізде армандарыңыз орындалып бастау керек. Мен өзімнің практикамда 2016 жылы мен 6 ай 7 ай жұмыс жасадым өзіммен. 6 ай 7 ай көк тиынсыз жүрдім, бірақ әйтеуір бір тойға арнау айтып кіріп шығамын, 50 мың теңге алып кетемін, бір құдалыққа бара саламын 100 мың теңге деген сияқты сондай күнкөрісіммен өстіп жүрдім. 6 ай 7 айдан кейін менде уже космический полет болған болатын. Оны менде қандай полет болған бәріңіз білесіздер, шет жағасын емес, тіпті мен халықтан ештеңе жасырған емеспін. Қай жаққа бардым, қай жақта қандай сабақ алдым, оның барлығын білесіздер. Сондықтан осы психологияны оқып, диспенсаның сабақтарын оқыдым, техоның сабақтарын оқыдым, жеке терапиялардан 5-6 жыл үздіксіз өттім, оны бәріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан да бізге ең бірінші маңызды дүние ойды тынышталдыру екен. Енді қараңыздар, егер біз ата-анамызды қабылдамайтын болсақ, біздің ойымыз да, бойымыз да ешқандай тыныштық таппайды. Ешқандай тыныштық таппайды. Ойымыз да, бойымызда ешқандай тыныштық таппайтын болса, мына бүгінгі өмірің кешегі ойларың жеміс деп тұрмыз ғой, иә? Мына жерде қайтадан мына картинканы қояйын. Бүгін ойыңды жақсартсаң, ертең жағдайың жақсы болады деп тұр. Яғни біз Аллах та айтады, иә, ата-ана разы болса, Алла разы деп айтып тұр ғой, иә? Сондықтан да біз бұл жерде, мысалы, былай айтсақ та болады да. Мысалы, мен эзотерикалық сабақтарға қатыстым да, ол жерде енді Құдай жоқ деп айтады да, вселенная барлығы саған береді, әлем, көк пен жер, мой мир заботится обо мне деп кім Зеландтың өзі айта береді, мой мир заботится обо мне наилучшим образом деп айта береді. Но мен ойлаймын да, Аллах тағала сенің проблемаңды шешетінін біліп тұрсам, Аллах тағала маған байлық беретінін біліп тұрсам, зачем мен все в моих руках, менің қолымда, мен сейчас буду делать, я самая сильная, самая могущая. Өзіме жүкті көтеріп не қыламын мен, оны Аллах шешіп тұрса да. Осы жағынан алғанда, жалпы ислам діні сондай бір жеңілдікке үйретеді, біз сондай бір рахаттыққа үйретеді негізінде ше. Мысалы, мен білемін, мысалы, ертең мен ретрит жасауым керек, мен ол жақта халық жинаймын, бірақ Аллах жинап беретінін білемін да. И менде спокойствие пайда болады. Аллах деп қояды. Немесе мен мысалы ертең үлкен бір здание соққым келеді. Мен мысалы үшін сіздер білесіздер, иә? Мен завод соқтым. Егер өзім соғу керекпін, өзім ақшаны табу керекпін. Мен қазір білмеймін ол заводты қалай соғылғанын даже түсінбей қалдым. Менің бар жұмысым не болды? Аллах тағаланың айтқан ата-анаң разы болса, мен разымын дегеннен кейін мен айналып кеп 40 жылдан кейін ешқашан кешірмеймін деген ата-анама келіп, проработка жасап, соларды қабылдаған кезде менде не пайда болды? Жанның рахаты пайда болды. Жанның рахат пайда болды. Мысалы үшін менің командамнан сұрасаңыз айтады, құрбыларымнан сұрасаңыз айтады, бәрі айтады. Бұрын сенің мінезің страшно еді ғой деп айтады маған. Одан кейін бір нәрсені біліңіздер. Бұрын естеріңізде болса, менің Инстаграм каналым өзі 2017 жылы мен аштым Инстаграмды. Ашқан кезде мен білесіз ме? Инстаграмда мен үнемі негативті посттар жазатынмын. Больницаға барамын, бір күн аллергия болып больницаға барамын да, ешкім қарамайды. Мен пост жазып жүргенмін ғой. Мына больница неге қарамайды? Ақшасы барларға қарай ма сонда деген сияқты пост жазып, оны жаңағы денсаулық сақтау министрі көріп постымды, жаңағы дәрігерлерге звондап, Айнұр Тұрсынбаева кепті сендерге қараңдар деп мені сөйтіп қараған болатын. Одан кейін бір күні бір гаи тоқтатып бізді 2 сағат ұстап тұрып алған. Мен сразу соны пост қылып жазғам. Мына гаилер оңбағандар, сол ақша тапқысы келіп тұр ма? Просто бізді ұстап тұрды, 2 сағат бүйтті сөйтті деп. Мен сондай әлемге деген жек көрініші көп адам едім да. Көрінген жерде осындай кассада тұрсам да, мына Астана қаласында Астықжан дейтін
супермаркет болатын, адам көп баратын еді да, өмір бақи астық жанға келсең очередь, неге кассаны көбейтпейді бұлар деп өзімше бір ақыл айтып, сондай бір негативті посттар, әркіммен алысу, жұлысу, айқайлап, мысалы біреу мен туралы жаза ма, сразу ответка жазыпшы, мен осылай жазған екен, сөзіңізге менің юристтерім сізге хабарласады ертең, типа мен бұны бұлай қалдырмаймын деген сияқты. Сондай өмірге деген ашу, өмірге деген ренішу, көрінген жерде негативті көру. И соответственно осылай тиісіп жүрдім 13, 14, 15 и 16 жылы, 2016 жылы менің шекеме шақ етіп соққының көкесі тиді. Мен кәдімгі не только глубинный депрессия, мен ойладым, Құдай неге мен осынша қинамай ала салмайды дейтін, өте қатты ауыр депрессияға түсіп кеткен болатынмын. Осындай состояние болды. Сонда мен оны жаңағы айналам негатив бітпейді екен, бітпей қойды. Мына жақтан гаиді жазып жатсам, мына жақтан дәрігерлер тиісіп жатады, мына жақтан баламның мектебіне шақырады, мен сіздің балаңыз бүгін сабақ оқымады деп, оқымаса 2 қоя салыңдар деп, мектеппен барып қырылысып кетесің оның арасында. Оның арасында университетте қызым оқиды, ол университетке барып қырылысып кетесің. Неге сендер оған сөйтпей жатсыңдар? Жаңағы бір саммит бірдеме дегендер болады ғой, соған мен қызымды алып барған, звондаймын қызыма, қайдасың деп, біз саммитте отырмыз, обед іштің ба, ішкен жоқпыз. Сразу кураторына звондап, неге сендер балаларға тамақ бермейсіңдер, ол таңертең 9-да ашып кетті менің қызым, сендер неге бүйтпейсіңдер? Не деген, қазір ойлаймын, не деген агрессия, мен қалай вообще соның бәрінен жарылып кетпей өткем деймін да. Көрінген жерге тиісу, пойызға мінген кезде менен проводниктер жаман қорқатын. Ойбай, Айнұр ханым, біз туралы жазып жібермеңізші инстаграмға деп, шай керек ба, манта керек ба, ыстық тамақ жейсіз ба деп. Айтысқа бара жатқан кезде пойызбен барамыз, сонда проводниктер менен жаман қорқатын еді да. Өйткені мен сол жүрген жерімде бәле іздеп жүрген адам болатын. И туған сіңілім білесіздер, Ардақпен жаңағы реніш, Ардаққа өмір бақи Ардақ екеуміз қырылысатынбыз. Айлап, жылдап біз араласпай блокқа қойып тастап сөйтетін едік. То Ардақпен қырылсам, Ардақтан кейін тағы бір сіңілім бар, Арайлым. Оны блокқа қойып тастам, сен оңбаған, сен бүйткенсің, сөйткенсің. Енді қайын жұрт туралы вообще оны молчу, ол туралы вообще оны айтпай-ақ қояйын, онда вообще қазір бүкіл маскам қазір ұшады бетімнен, вообще қара бет болып қалады. Яғни ата-анамен қарым-қатынасқа түсу арқылы база изначально кішкентай балалық шақтағы Айнұрға ешкім бермеген махаббатты өзім беру арқылы, қолдау беру арқылы, жылу беру арқылы, оның Алланың алақанында тұрған адам екенімді сезіну арқылы менің жүрегімде қалай тыныштық пайда бола бастады, қалай солай менің оқырманым да көбейіп кетті, менің ақшам да өсіп кетті. Бұрынғы танымалдылық па, одан бөлек былай да бір танымалдылыққа ие бола бастадым. Менің марафондарыма өте көп көлемде адамдар қатыса бастады. Ең үлкен лауазымды кісілер хабарласып, жеке терапия, жеке разборға келетін болды. Тіпті Форбсқа бәленбай $100 миллион байлықпен кірген кісілердің өзі маған жеке разборлар алып бересіз ба, осындай өмірімізде қиындық болып жатыр дегенде, сонда мен көзім жетті. Қандай бай болсаң да, қандай атақты болсаң да, сенің база балалық шағыңмен, ата-анаңмен қарым-қатынас жұмыс жасамайтын болса, адам ешқашан бақытты бола алмайды екен. Ешқандай адамға, мен білесіздер ма, Форбста бәленбай $100 миллион адаммен жұмыс жасағанда таң қалдым да. Біз ойлаймыз ғой, ақшам болса бәрін шашам, берем, күшті болып әлемді аралап рахаттанып жүрем. Жоқ, сен Мальдиваға бар, сен Дубайға бар, сен құт әлемнің қай тесігіне бар, қандай бір ғажайып жәннаттағыдай бір керемет аралға бар демалып жат. Егер сенің базаң, отбасыңмен, ата тегің, әке-шешеңмен қарым-қатынас дұрыс болмаса, жүрегіңде тыныштық болмайды, ақшаңда береке болмайды, миыңда тыныштық болмайды екен. Яғни біз осыған байланысты өзімізбен жұмыс жасауды ешқашан тоқтатпауымыз керек екен, қымбатты достар. Түсінікті ма? Енді сондықтан да сіздерге барлықтарыңызға мынаны айтып жатырмын. Қазір қараңыздар. Біз бәріміз күшті өмірді қалаймыз. И күшті өмірдің прямо қазір болып кеткен қалаймыз. Немесе ол таңертең біз тұрған кезде уже бітті, күйеуіміз гүл әкеліп тұру керек, жаңағы 1 миллион теңге жастықтың ақшасына қойып қойып, енді өзің жаратшы деген сияқты сразу болып кету керек та, уай дейтіндей жаңалықты. Олай болмайды. Қалай болсақ та олай болмайды. Сондықтан да сіз егер сондай қалауыңыздағыдай тыныш өмірді, бақытты өмірді қалайсыз ба, сіз әрекетті ертең бастамау керексіз. 26 жыл бастамау керексіз. Сіз өзгеру деген нәрсені, ойды өзгерту деген нәрсені, өзіңізбен жұмыс жасап, дәл қазіргі сәттен бастауыңыз керек. Дәл қазіргі сәттен, міне, дәл осы жерде ешқандай ақшаның керегі жоқ, мен тегін сіздерге сабақ беріп отырмын. Тегін болып жатыр бәрі. Просто дәптер қаламыңызды алып, дәл қазір менен естіген қай сөз сізді триггерить етіп отыр, жазып қойыңыз. Қай сөз сізге ұнап отыр, дәл қай сөз сізді шабыттандырып отыр, вдохновлять етіп отыр дейміз ғой. Жазып отырыңыз. Сөзде сиқыр бар. Оны айтқан сайын, жазған сайын ол жұмыс жасайды.
И мен осы адамдармен жұмыс жасағанда ең көп байқағаным не нәрсе, жалпы негізінде ақша табу қиын нәрсе емес, ақша табу оңай нәрсе. Бірақ мәселе не? Мысалы менде айына 20-30 миллион тауып жатқан шәкірттерім бар. 100-150 миллион ай сайын табатын. Бір запусктан 500 миллион бірақ тауып отырған қыздарым бар, иә. Тауар айналымы миллиардқа кетіп қалған қыздар, бәріңіз жақсы білесіздер. Бірақ бәрін айналып келіп ретретке жинаймын, айналып келіп терапияға жинаймын, айналып келіп ата-анасымен қарым-қатынасқа жайлап жақындатамын, жайлап жерге түсіңдер деп айтамын шәкірттеріме. Не үшін? Өйткені тауып жатқан ақшасы ешқандай береке әкеліп жатпаған адамдарды көрдім. Бірақ біздің 3 мың, 5 мың, 7 мың теңгелік марафондарға қатысу арқылы әке шешесімен, күйеуімен қарым-қатынас жасап, 2-3 миллион теңге тауып, бірақ сондай бақытты болып, сол ақшамен әлемді аралап жүрген қыздарым бар, Аллаға шүкір. Вот айналасына да жетеді тапқан табысы, өзіне де жетеді, бауырына да жетеді. Құдай бір берекені беріп қояды ше. Бір әке шешемен, бауырларымен, ата тегімен ешкімнің күйеуі саған бай болмайды да, ешкімнің әкесі саған әке бола алмайды, ешқандай шеше саған шеше бола алмайды, ешқандай отбасы сенің өзіңнің отбасынан аса алмайды. Қанша жерден әкең арақ ішсін, ешкімнің арақ ішпейтін әкесі саған жақын бола алмайды. Қанша жерден анаң сені ұрған шығар, соққан шығар, бірақ ешкімнің шешесі саған өз анаңнан жақын бола алмайды, ешқашан да. Сондықтан өз бауырыңнан артық. Біз айтамыз, бауырларым сұрай береді ақша, менің бауырларым мені түсінбейді, мен оларға көмектескенмін, енді мен қиналғанда олар маған көмектеспейді. Бұның бәрі оттаған бай әңгіме. Бұның барлығы сіздің манипуляция жасап отырғаныңыз. Сіз мен бергенмін, оларда маған беру керек деген бір бизнес жасап отырсыз. Бауырыңызға бердіңіз ба, ұмытыңыз вообще да. Сондықтан бұл нені білдіреді? Ең бірінші, сіздің детский позицияда екеніңізді, сіздің детский травмаңыздың көп екенін білдіреді. Кішкентай бала айтады, мен саған бердім, сен де маған бер. Кішкентай бала, үлкен адам бергеннен кейін ответка күтпейді. Ответка күту кішкентай балаға тән. Сен мынаны берші маған, сосын мен саған кәмпит беремін деп біз айтамыз, балаға. Сондықтан үлкен адамдардың бауырларынан жылу жоқ, қайын жұртым қолдамай жатыр дегенде, сіздің детский травмаңыздың көп екенін, сіздің детский кішкентай баланың позициясында жүргеніңізді көрсетеді. Мен ойлаймын, мен ойымды нақтылап жеткізе алған шығармын деп ойлаймын. Бір нәрсені айтқым келеді. Осы телеграм каналға, шын айтайын, телеграм каналды негізі 100 мыңға сатсақ, стоящий сабақтар жасадық. Біз, менің директорым бар, Бота ханым. Ол өзі өмірде, мен өмірде өте шыдамсыз адамын, білесіз, көп сөйлеймін, тез сөйлеймін. Ол өмірде өте спокойный, оның психикасы өте дұрыс, өзінің позициясын жақсы біледі. Бота ханымды біз Аяз Шабудинстан почти 11 миллион теңге төліп, Москвадан мен оның маркетингтік оқуын оқытқанбыз. Одан бөлек Жексен Васильевич та Бота оқыған, мықты топовый Қазақстандағы эксперттердің бәрінде оқыған. Бота сол өзінің бүкіл білімін салып 17 медитация жазған болатын. Бота ханым ертең сіздерге куратор болады, 1 жыл бойы куратор болып отыратын болады. И жаңағыдай, бірақ негізгі сабақтардың барлығын мен өзім беріп отырамын. Сондықтан бұл жерде сол Ботаның өзінің жасаған еңбегінің өзі, мен қанша сабақтардан оқыдым. Мысалы біз Елена Валяктардың медитациясын тыңдағанда, вай, сұмдық, Елена Валяктың медитациясын астын қараңыз, қаншама қазақтар өліп талып, Елена, вы такая сякая, вы такая роскошная деген. Валяк мощный, мықты психолог, оған мен сөзім жоқ ешқандай да. Балацкаяның дауысы прям жанды емдейді, это супер да. Бірақ ертең Ботаның дауысын естігенде, вот жанның рахаты, тыныштық, Ботаның осы медитация, 17 медитацияны арнайы студияда сапалы түрде жазды. Осының өзінің әрқайсысын 10 мың теңгеден сатуға болатын дүние жасады. Миды тынышталдыруға, агрессияны басуға, хопонопоно, әке-шешені қабылдауға, адамның өзінің женственностін оятуға, бүкіл медитация. Ертең Алла қаласында көресіздер, 2 ай үзбей медитация тыңдаңыздаршы, 2 айда сіздерден нәтиже болмаса 10 мың теңгемді қайтар деп маған айтсаңыз да болады. Аллах қаласа, бірақ міндетті түрде таңертең кешке тыңдайтын болыңыздар. Одан кейін таңертең оянған кезде 4 минуттық бізде методика болады. Оны тағы да беремін, 4 минут жаса алады. 30 күн, 60 күн, 90 күн. Бірақ кеше мен синеликті естіп қалдым, негізінде 21 күн, 28 күн деген дұрыс емес. Негізінде вообще подсознательный программалардың толық сіңетін уақыты 120 күн деп жазып қойыпты ол кісі. 120 күнде адамда колоссальный результаттар болады дейді. Менің өзім сіздерге арнайы визуализациялық медитация дайындап жатырмын. Өзімнің даусымен болады. Ол шетелге демалу. Өмірі шетелге демалып көрмедік деген адамдарға бірінші техника береміз. Одан кейін сол медитацияны күн сайын тыңдайтын болады. Үй алғысы келіп жүргендерге, машина алғысы келіп жүргендерге біз сол медитациялық жұмысты. Одан бөлек бізде
бізде білесіздер, офлайн ретвиттер болады. Офлайн ретвиттерге қатысу бағасы 300-400 мың теңгеден. Қазақстан бойынша қазіргі таңда бізде 200-300 мың адам уже қатысып қойды. Әр регионда біз жасап келе жатырмыз. Бірақ бізде ауылдық тұрғыдан өте көп осы онлайн офлайн ретвитке бара алмаймыз, ақшамыз келмейді, айлығымыз никак жетпейді деп айтып жатады. Енді біз қазір осы Бота ханыммен ақылдасып отырып, ретвитті онлайн өткізуге қазір біз жоспар жасап жатырмыз. Ол бірінші сол Telegram каналда болады. Telegram каналға қатысқандар қатысады. Telegram каналдан орын қалса, Instagramға шығады, қалмаса шықпайды. Яғни біз онлайн ретвит 2 күндік таңертең сағат 11-де басталады, кешкі сағат 5-ке дейін онлайн ретвитті арнайы Zoom каналдары арқылы жасайтын боламыз. Онлайн ретвитті ертең еді. Оның мощын, оны бәріңіз көресіздер. Бізде онлайн ретвитке қатысқандардың 90% бір айдың ішінде Аллаға шүкір результаттар көрсетіп жатыр. Яғни өзгерісті қазірден баста деген сөз, қымбатты достар. Сондықтан менің сіздерге кеңесім Telegram каналға жазылып алыңыздар. Telegram каналға бір жылға жазылу 33.600 теңге болса, дәл қазір жазылу 10 мың теңге. Қатысу жазылу үшін 8777 130 51 57 номеріне хабарласыңыздар. Бір жыл бойы Telegram канал қолыңызда болады. Ішінде бүкіл методика ішінде болады. Ашуланған кезде, қорыққан кезде, самооценканың түскен кезде, қиналған кезде ашасыз, керек ақпаратты тыңдап отыра бересіз. Сол жерде барлық методика айтылады. Особенно Зеландтың методикасы түгелмен беріледі. Джон Кеханың сабақтары қазақша түгелмен Құдай қаласа беретін боламын. Сондықтан да 8777 130 51 57. Бір жылдық Telegram каналдағы бүкіл сабақтың бағасы 10 мың теңге. Енді тағы да бір нәрсе айтқым келеді. Бізде мен үнемі 17 жылдан бастап үздіксіз марафон жасап келдім. 4 мың теңге, 5 мың теңге, 3 мың теңге деп үздіксіз жасап келдім. Оны бәріңіз жақсы білесіздер. Енді ондай сабақтар болмайтын болады. Өйткені ондай сабақты халықтың бәрі біледі. YouTube-қа да шығып кеткен, левый аккаунттар шығарып алған, барлық жерде жүр. Ол айтыла беретін, жақсы ойла, жақсы сөйлеу деп айта беретін мотивацияға халық тойды. Уже енді біз мотивацияны білеміз. Біздегі ошибка қандай? Енді әркім өз қателігін мойындау керек. Мен өз қателігімді айтайын, иә. Мендегі қателік қандай болды? Мен бірінші база терапия берген жоқпын, мотивация бердім. Шәкірттерімнің бәрі, білесіздер, көз алдарыңызда болып жатыр неше түрлі жағдайлар. Ішінде қарызға кіріп кетіп жатқан, елдің алдында жаңағы ұятты оқып жатқан оқушыларым бар, ажырасып жатқан оқушыларым бар деген сияқты. Өйткені бізде мотивацияға тойып алып ақша істеген кезде бізде артқа қарай лақтырады, травма лақтырады. Изначально база, бала кездегі дұрыс емес программа, дұрыс емес установкалар бәрі жұтып қояды. Сондықтан біз ертең бақыт анадан басталады сабағын өткіземіз, байлық әкеден басталады сабағын өткіземіз. Одан кейін установкаларды өзгерту дейтін сабақ болады. Установканы өзгерту. Мысалы қараңыз, установканы өзгерту дегеніміз не, мен соны түсіндіріп айтып өтейін, иә? Соны айтып өтейін. Қараңыздар. Қазір мен бір нені картинканы қойып қояйыншы. Так. Установканы өзгерту дегеніміз қалай? Мысалы, былай айтайық. Установка деген қандай? Программа, установка бұл екеуі бір сөз. Негізінде, иә? Мысалы, мен ешқандай қыздың, өмірімде ажырасам деп ойламаған, сөйтіп ажырасып кеттім ғой деген естіген жоқпын. Өмірімде. Не дейді? Мен ажырасудан қорқатын едім деп бастайды. Немесе, мысалы, мен шешеме көп айтатын едім, неге ажырасып кетпейсің деп көп айтатын едім. Ақыры өзім соны жасадым ғой дегенді көп естідім. Яғни бала кездегі біздің база дейміз ғой, жаңағы база, бала кездегі көрген оқиғалар, естіген сөздер, айналамыздағы қоғамдағы ситуациялар бізге установка болып жазылады екен. Мысалы, сіздің ауылыңызда бай болған үшін адамдар, мысалы, әке-шешеміз жек көреді. Ой, білеміз ғой, оның қалай байып отқанын. Ол деген ана колхоздың сиырын жеп, совхоздың қойын жеп байып алған, бидай сатып байып алған деген сияқты әңгімелерді еститін болсақ, біз өскен кезде қандай установкамен өмір сүреміз? Адам адал жолмен үлкен байлыққа жете алмайды примерно. Біздің установкамыз болып қалады. Немесе біздің әкеміз арақ ішетін болса, бізде екі установка қалыптасады. Біреуі қандай? Еркектің бәрі арақ ішеді деп ойлаймыз, и арақ ішетін күйеуге топ ете қаламыз. Немесе екіншісі қандай? Мен анамның жаңағы арақ ішетін күйеуге жоламаймын дейді да, и естественно арақ ішпейтін еркекке барып қалады. Но бәрібір қараңыздар, мысалы мынандай жағдай болады. Бір қыз айтады: менің әкем арақ ішті, өмір бақи шешемді ұрды дейді. Енді мен не істедім дейді, өмір бақи Құдайдан сұрадым, ешқашан арақ ішетін еркекке тимеймін. Мамама да айтты дейді: мама, мен сенің қателігіңді жасамаймын, өліп. Шешем де айтты дейді да, арақ ішпейтін жігітке бар, намаз оқитын болсын, менің қателігім қайталамайды. Шешесі өмір бақи қайталаған. И арақ ішпейтін жігітке тиді, бірақ ол жігіт не істейтін болған? Ол жігіт ұратын болған.
көрдіңіз бе, неправильный жаңағы базаның установканы дұрыс өзгерте алмаған ғой, қыз до конца өзгертпеген ғой, арақ ішпейтін еркек. Ал ол жерде ол ойлады, қыз еркек арақ ішсе ғана әйел ұрады деп ойлады. Арақ ішпейтін еркектердің де ұратынын білген жоқ. Өйткені базада жоқ ол программаны. Ол көрген жоқ та, ол кішкентайынан көрген не, арақ ішетін еркек анасын ұрды. Ойлайды, арақ ішетін еркек ұрады. А көршіміздің еркегі мама әйелін ұрған жоқ. Көршіміздің жаңағы көрші үйдің адамы әйелін ұрған жоқ. Сосын ол не деп ойлады? Менің әкем де ұрмайтын еді арақ ішпесе. Ол арақ ішкесін ұрып тұр. Яғни мен арақ ішпейтін еркекке тисем, ол мені ұрмайды. Вот видите? А күйеу ұратын болып шықты ішпесе де. Міне көрдіңіз бе? Установка осылай қалыптасады. И сөйтіп арақ ішетін күйеу одан кейін не істеді? Ол өзін өзгертті, жұмыс жасады. В итоге ол ажырасып кетті. Өкінішке орай ажырасып кетті. Өйткені мидағы установка өзгерген кезде айналадағы адамдар да көбінесе өзгеріп кетеді. Мынаны қараңыздар. Егер ол әйелдің ситуациясынан біз ойламаймыз, установка өзгертсе, ойбай күйеуіміз ажырасып кете ме деп ойламаңыздар. Ол әйелдің өзінде күйеу ұрғаннан кейін, одан кейін екінші әйел алғаннан кейін күйеуіне деген жеккөрініш пайда болды. Ол ана прямо ол ажырасуға өзі қалады, ол өйткені құтылғысы келді деген сияқты, иә. Сондықтан да егер сіз күйеуіңізді жақсы көріп тұрсаңыз, махаббат болса да бір ұстап қалуға болатын бір сондай бір какой-то бір цеп болатын болса, сіз обязательно ажырасу емес, установканы өзгерту арқылы сіз ықпал ете аласыз айналаңызға. Түсінікті болды деп ойлаймын, иә. Ал давайте бір комментарийді қосып жіберейін. Сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Номердің барлығы тұр деп ойлаймын. Одан кейін шамамен 15 қыркүйек күні біз Стамбул қаласына келетін 3 адамның біреуін таңдаймыз. Телеграм-каналға келетін, телеграм-каналға тіркелген 10 мың теңгеден тіркелген адамдардың ішінде 3 адамға Стамбулға жолдама сыйлаймын. Бірінші жолдаманың иесін 15 қыркүйек күні анықтайтын боламын. Стамбулға жолын билетін алып беріп, паспорты жоқ болса жасатармыз, Алла қаласа. И жаңағы қонақ үйін алып беріп, үйге қонаққа шақырып, ол адамға сыйлық жасап, Стамбулда күтетін боламыз. 15 қыркүйек бірінші жеңімпазымызды анықтаймыз. Сондықтан да сабақтардың бәрі 1 жыл сақталып тұрады. Түгелі телеграмда тұратын болады. Мынандай сабақты 10 мың теңгеге тым арзан жасап тұрсыз ғой дейді. Мама папа қайтыс болса да бәрібір қайтыс, менің мама папам жоқ деген сөз жоқ. Ондай сөз жоқ, мама папам жоқ деген. Мама болмаса сіз болмас едіңіз, папа болмаса сіз болмас. Сіз барсыз ба? Значит, олар бар. Олар ана дүниеде бар ма, мына дүниеде бар ма, өзіңіз білесіз. Қайтыс болып кетсе де біз жасаймыз. Менің әкем жоқ дейді да, менің әкем жоқ деген сөз, мен өзім жоқпын деген сөз ғой, мен өзімді қабылдамаймын деген сөз да. Әкең қайда, ол өзі тастап кетіп қалған. Былайша айтқан кезде ешқандай еркек баланы тастамайды, бірінші әйелді тастайды. Ешқандай еркек, мен балалардың әйелін айтпайды, мен сені жақсы көремін жаным, сол мен бірақ балаларды асырағым келмей тұр, балаларды жек көремін, сондықтан мен кетемін деп айтпайды. Ешқандай еркек, ол шешесін тастайды. Балалар не дейді, бізді де тастап кетті. Енді бұл жерде бұл талқылайтын әңгіме көп, мүмкін сөз байлығым жетпей жатқан шығар. Сондықтан да әйелдер қауымы особенно ажырасқан кезде ең үлкен қателік, сендер әкең сендер тастап кеткен, сендер бір қатынға айырбастап кеткен, сендер керек қылмаған деп әкені балаға қарсы қою, баланы әкеге қарсы қою арқылы балалардың миындағы әке деген сенімді сезімнің бәрін талқандап тастайды. Өскен кезде ол уже сол анасын жамандағанның кесірінен әкем оңбаған, мен қайда оңам деген оймен өседі. И ол ештеңкеге қолы жетпей, ештеңкені қарық қыла алмай, сондай бір әлсіз, сенімсіз адам болып қалады. Әкені шешеге қарсы қою, ананы бала-шағаға, мысалы бізде ата енелер особенно, жаңағы ата енелер немерені бағып алады ғой. Бағып алады да не дейді? Бас шешене бара. Сен соның баласы екенсің ғой. Не сен әкеңді құшақтап жатсың deyіп, әке шешесін қарсы қою арқылы, немесе жаңағы қызды асырап алған кезде, сол қызға шешесін келін жамандап отырады. А ол қыз баланың, ол келінді жек көрмейді, ол қыз өзін жек көреді. Менің шешем сондай жаман ғой, мен қалай жақсы боламын, өзін жек көріп бастайды. Сондықтан сіз күйеуіңізді балаларға жамандаған кезде, бала әкесін жек көре алмайды, ол өзін жек көріп кетеді. Өзінің тағдырын жек көріп кетеді. Тіпті сондай әкені таңдап берген сізді жек көріп отырады да. Бұл өте үлкен қателік. Сондықтан да ажырасқан адамдар болатын болса, міндетті түрде сабаққа қатысыңыздар. Барлық дүниені өзгерту өзіңіздің қолыңызда. Сондықтан қазір шешім қабылдап, осы сабаққа қатыссаңыздар, Алла қаласа осы сабақта сіздерге барынша пайдалы болып, 10 мың теңгелік төлеген ақшаларыңызды 10 миллиондық результатпен қайтарып аласыздар, Алла қаласа. Біз мынандай ғой, бізде бедное мышление деген қандай, бедное мышление деген мынандай ғой,
Мысал үшін мен саған 10 000 теңге беремін, мен мысалы қазір айтсам 10 000 теңгеге төлеңіз деді, бәріңізге духи беремін десеңіз түгел қатысасыздар. Өйткені бізде сондай нәрсе бар да, біз ақша берсек қолымызға бірдеңе түсу керек, біз состояниеге ақша салғымыз келмейді. Біз мысалы қазақтың елдері вообще массажға бармайды, ол не үшін? Өйткені ол денеңді уқалап сен түк алған жоқсың да ол ақшаға. Мысалы 20 000 теңгеге массаж десе бармаймыз, 20 000 теңгеге көйлек десе алып аламыз. Өйткені көйлекті киеміз, вот бедное мышление қайда бастады. Ал енді адамға ақша келетін көйлек емес, адамға келетін состояние. Біз состояниеға ақша салмаймыз. Мысалы біздің қазақтың әйелдері қандай? Ішінен қан жылап жүреді, жүрегі қар сайылып, қан тамшылап тұрады. Әлемді жек көріп отырады, өзіне көңілі толмайды, жүрегінде тыныштық жоқ, әр нәрседен қорқады, бірақ алтын бриллиантқа көміліп бүйтіп отырады да. Ішкі состояниенің тыныштығына, жан дүние, қорқынышқа бізде ақша салғысы келмейді ғой. Бірақ бір нәрсені айтайын, сіздің бойыңызда қорқыныш, неден қорқасыз? Ажырасып кетемін деп, ол болады сіздің өміріңізде. Мысалы, баламды жоғалтып аламын деп қорқады, ол да болады. Қорқыныш орындалады өкінішке орай. Сондықтан да қорқыныштан құтылу үшін бар амалды жасауымыз керек. Брайан Трейси айтады, адамның қорқынышы көп болса дейді, қандай бай болса да ол одан айырылады дейді. Брайан Трейси айтады, егер адамда қорқыныш жоқ болса, қандай кедей болса да, ол байлыққа жете алады дейді. Түсіндіңіздер ме? Ал сұрақтарыңыз бар болса айтыңыздар. 3 адамға Түркияға тур сыйлаймыз, тағы да қайталап айтамын. Маған қонаққа келесіздер 3 адам, Алла нәсіп етсе. Сондықтан да мен ойлаймын, 1 жылдық сабақтың құны 10 000 теңге деген менің ойымша, ақшасына стоит деп ойлаймын. Алла барлықтарыңызға разы болсын, барлықтарыңызға сәттілік. Телеграмда сабақ жыл бойы болады, 1 жыл бойы болады. Мен өзім, мысалы, қараңыздар, былай айтайын, мен өзім осы сабақ барысында мен ешқашан оқуымды тоқтатқан емеспін. Мысалы, Адакондың сабақтарын оқып жүрмін қазір, я Зеландты қайталап оқып жатырмын. Өзім миыма қандай инсайттар келеді, қандай ақпарат келеді, соны телеграмға мен бірінші айтып отыратын боламын. Яғни сіздерге ажырасудан қорқатын едім, ақыры ажырасып кеттім, вот, пожалуйста. Қараңыздар, мысалы, мынандай ғой, сіздерге мен былай айта алайын. Адаконда деген енді мықты психолог қой, мықты болғанда мощный психолог. Сіздерге Адаконданы оқымай қойсаңыздар болады. Өйткені соның барлығын мен қазақшылап сіздерге айтып отырамын. Зеландты, осы уақытқа шейін Зеландты оқыңыздар, оқымай қойыңыздар. Честно айтайын, Зеландтың білімін мен сіздерге, қазақтың тіл байлығы бар ғой, Құдайға шүкір. Осы тілмен сіздерге полный жеткізіп беретін боламын. Кім бизнес бастағысы келеді, 10 000 теңге қиып қатысыңыз. Кімнің саудасы жүрмей жатыр, 10 000 теңге қиып қатысыңыз. Күйеуіңізден қорқасыз ба, адамдармен қарым-қатынас. Бұл телеграм-каналда жалпы психология, бүкіл адамдармен қарым-қатынас, құрбыммен ұрысып қалдым, біреумен ренжітіп жатыр, саудам жүрмей қалды, күйеуіме сенбей қалдым, қызыммен ұрысып жатырмын, балама сенбей жүрмін, көршілерім бүйтіп жатыр деген сияқты. Кімде көңіліңізде қандай түйткіл бар, соның барлығын осы телеграм-каналда айтатын боласыздар. Телеграм-каналда сіздерде басында телефон номері тұратын болады 24 сағат, сол телефон номері арқылы жеке разговорға жазылуларыңызға болады. Одан кейін тағы да бір ақпарат айта кетейін. Алла қаласа, внимание тыңдап алыңыздар, внимание, қыркүйек айының 22-23 күндері Алматы қаласында ретрит болады. Бұл бірінші. Одан кейін, внимание, 25 сентябрь, қыркүйектің 25 күні Шымкент қаласында бизнесмендерге арналған бизнес завтрак болады. Осыны айта кеткім келеді. Бизнес завтракқа тіркелу үшін, осы 51-57-не бизнес завтракқа тіркелем деп айтсаңыздар да болады, сіздерге толық ақпаратты бере беретін болады негізінде. Дайректке жазсаңыздар да болады. Бізде Әйгерім ханым бізде менторлық бизнес завтрак бойынша бүкіл ақпаратты беретін. Оның мына жерде телефон бар ма, жоқ па, қарайын, мына жерде жоқ екен. Сіздер осы 51-57 номеріне хабарлассаңыздар болады. Мен бір блогерді тыңдадым дейді, ол анасын ешқашан не прощу деп айтты дейді, имею на это право деді, и мне так легче дейді. Сол мысал маған тоже ұнады, өйткені мен әке-шешемнен всегда ұялғанмын дейді, жаным ау. Қараңыздар, мынандай ғой, мен әке-шешемді ешқашан кешірмеймін, и мне так легче, я, өйткені олар кешірілмейтін бір нәрсе жасады, допустим. Маған так легче деп тұр ғой. Мне так легко, мне так кайфово деп тұрған жоқ. Так легче дейді да. Оңайрақ. Ол оңайрақ деген нәрсенің артында слабость ғой, слабый ғой, біріншіден. Екіншіден, гарантия берем, это временно. Это временно. Легче сияқты болып тұрады, временно. Со временем адам
өзінің тамырын іздеп бастайды. Әке-шешемді кешірмедім, блоктап тастадым, это было так классно деген методика. Бұл мұсылманға вообще адам баласының жүрегіне тыныштық әкелетін тактика емес, қыздар, сразу айтайын. Енді сіздер, если мен әке-шешемді кешіргім келмейді, қабылдағым келмейді, мен просто ақша үшін телеграм каналға қатысқым келеді десеңіздер, сразу айтайын, лучше қатыспай қойыңыздар. Мен сіздерге көмектесе алмаймын. Иә? Одан кейін мен ешқашан кешіре алмайтын адамдарым бар. Мен соларға өмір бақи ренжідім, до конца қара жердің астына түсіп кеткенше мен ренжіп өтемін десеңіздер, телеграм каналға онда маған жазылмаңыздар. Мен сіздерге көмектесе алмаймын. Түсінді ме? Маған жаңағы тек қана ақша табу дейтін болсаңыздар, опять же мен қатыса алмаймын. Маған қатыспай қойсаңыздар дұрыс болады негізінде, иә? Сонда сіздерді алдамай қояйын, ешкімді кешірмей, ешкімді қабылдамай-ақ күшті болып кетесіздер деп айта алмаймын мен. Ондай методиканы өзім білмеймін. Сондықтан да әкеме мектеп бітіргенше өлім тілегенмін. Бұл детский кішкентай баланың әлсіз қорқынышы өте көп болды. Менде де осындай әкеме өлім тіледім, сосын әкем өліп қалды деген қыздар да болды. Бірақ ол сіз әдейі жасаған жоқсыз, әкеңіздің қатыгездігін көргендіктен. Оның бәрін реттеуге болады. Это нормально. Біз бала кезімізде біреуге өлім де тілейміз, біреудің таяқ жықпасақ, иә, өзіміз де өлгіміз келеді. Өйткені біз баламыз, білмейміз басқа. Адамнан құтылуды білмейміз. Мысалы үшін біреу күнде ұра берсе, ағамыз ұра берсе, мен де ағам ұра беретін 70 жылғы ағам. Өліп қалса екен, осы өліп қалса екен деп тілеп отыратын едім. Кейін реально ол өліп қалды. Мен сонда сол кезде өзімді жек көрдім, мен соны өліп қалсын деп ақыры өліп қалды, жап-жас болып деп мен сол қайтыс болған кезде мен бір ай депрессияға кіріп кеткенмін. Кейін қарап ойлаймын да, ол мені күнде ұрады, менен 5 жас үлкен, ұл бала да, мені ұрады, жүгіріп келе жатсам басымнан бір қоятын да. И мен одан құтылуды білмеймін, ол менің ағам. Сосын не істеймін, өліп қалсын демегенде. Амалдың жоқтығынан кішкентай ғана Айнұрдың жанайқайы ғой ол. Былайша айтқан кезде. Ол не только мен ол өліп қалсын деп, мен өзім өліп қалғым келеді. Мен өліп қалсам ғой, шіркін-ай, осыны таяқ жей бергенше деп ойлаймын. Кішкентай кезімде төбелесе береді дейді. Қазір ойласам, сондай бір өлім тілейтіндей, өліп қалсам ғой дейтіндей қайғы емес екен, кішкентай баланың төбелесі ғой. А мен кішкентай кезде оны бәріміз де солай ғой, кішкентай кездегі төбелесті, ұрыс-керіс айқайды бәріміз шешілмейтіндей страшно деп қарадық қой. Күйеуімді қатты қарғағанмын, 1 жылдан кейін қайтыс болды, кінәлі санаймын өзімді дейді. Сіз жаңағы әкеме 10 жас біткенше өлім тіледім дедіңіз, иә? Қараңыз, міне, қараңыздаршы, травма деген қалай жұмыс жасайды. Кішкентай кезімде әкеме өлім тіледім дейді. Сосын күйеуімді бір адам жазып отыр. Күйеуімді қарғадым, 1 жылдан қайтыс болды дейді. Қараңыз, кішкентай кезіндегі әкесінен көрген қатыгездікті мына еркек жалғастырып тұр ғой. Керемет алақанды аялап, жаным менің не жегім кеп тұр, бүгін бір демалшы дейтін еркекті қарғамайсың ғой. Ол ұрып соққан үшін, қорлаған үшін қарғайды ғой. Күйік біткеннен, жаның қиналғаннан қарғайсың, иә. Сондықтан бұл балалық кездегі сіздің ішкі күйігіңіз непроработанный күйеуімен жалғасын тапқан. Егер тұрмысқа шықпаған қыздарға мен айтамын, тұрмысқа шықпаған қыздар проработка жасамай, ата-анамен қарым-қатынасқа жақсылап түсіп алмайынша күйеуге тимеңіздер деп айтамын. Особенно балалық кезде зорлық көрген қыздарға проработка жасамай күйеуге тимеңіздер, өйткені ол өте үлкен қателік болады ертеңгі күні. 1 жылдық сабақтың құны 10 000 теңге. Бұл тікелей эфирді мен YouTube каналыма жүктеп қоятын боламын. 8777 130 51 57 номеріне WhatsAppқа хабарласып қатысамын телеграм канал деп жазсаңыздар болды. Қыздар бүкіл ақпаратты береді. Өзгерісті тағы да қайталап айтамын. Ертеңнен емес, 15-нен бастап емес, дәл қазіргі сәттен бастаңыз. Дәл қазір ақшаңыз жоқ, просто шешім қабылдаңыз. Мен осы сабаққа қатысып 1 жыл осы көрейінші, осы 10 000 теңге қайда қалмай жатыр деген сияқты хотя бы ниеттен қойсаңыздар болады. Я? Так, сұрақтарыңыз бар ма? Мынау не деген эффекттер кетіп жатыр ғой, мына жерде мынандай бір эффект қойып қояйын. Так. Адаконданы 2020-дан бастап тыңдаймын, мықты, маған ұнайды. Адаконда деген вообще огонь. Но бірақ Адаконданы тыңдамай қойсаңыз да болады. Мен сіздерге барлық Адаконданың сабақтарын тыңдап жүрмін, түгелдей қазақшаға аударып беретін боламын. Тағы да қайталап айтайын, қымбатты достар, 22-ші, 23-ші қыркүйек, 22-ші, 23-ші 2 күн Алматы қаласында ретрит болады. 25 сентябрь Шымкентте бизнес завтрак болады. Түсіндіңіздер ма? Адаконда. Егер телеграм каналға 1 жылға никак тіркеле алмай, басымда үйім жоқ, қарыз кредиттен шаршап, әбден бітіп отырмын десеңіздер, 2800 теңгеге 1 айға хотя бы қатысып қойыңыздар. Медитация ашылмайды, не істеуге? Ашылады, сіздерге реттеп береді. 4 000 қалған ол акция ғой, бүкіл сабақ ол бөлек.
Иттен қорқам, соны қалай жеңсем, ол тез кететін. Иттен қорқу, биіктен қорқу, жаңағы өлімнен қорқу, олар тез кететін қорқыныштар негізінде. Ол қорқыныштар. Бірақ ана адамдармен қарым-қатынасқа байланысты жұмыс жасау енді қиындау. Алматыдағы ретвитке қателеспесем бір 7-8 ғана орын. Вообще реклама жасалынған жоқ. Оны бұрыннан күтіп жүрген адамдар бар. Өзі негізінде почти толып тұрған сияқты оны. Мен неге осы еш нәрсеге сенбеймін, сенгім келеді, бірақ сене алмаймын. Әсем ханым. Скорее всего, сізді балалық шағыңызда біреу асырап алды ма екен. Біріншіден, екіншіден, көбінесе анасының сүтін ембеген балаларда сондай сенім мәселесі қиын болады. Немесе өзінің әкесіне, шешесінен өте қатты кездік көрген балаларда сондай сенім мәселесі өте қиын болады екен. Өте қиын болады. Баламызды бұйыр не істесем болады дейді. Біз өзгерте алмайтын ситуациялар болады. Мысалы, адамның ауруы, біз 1000 жерден психология, сұмдық, деген қандай жағдай болса да, мысалы, 2 аяғы жоқ адамды біз аяқ жасап бере алмаймыз деген сияқты өзгермейтін дүние болады, Біз не істейміз? Біз ештеңкені өзгертпейміз. Біз ешкімді өзгертпейміз. Біз сол өзгермейтін ситуацияларды спокойно қабылдауды үйренеміз. Түсінесіздер ме? Бауырым қатты ренжітті, қалай? Спокойно кешіресіз. Қаласаңыз қазақ кешіресіз. Просто сізге выгодно болып тұр, оған ренжіп тұр. Сондықтан, қымбатты достар, барлықтарыңызға менімен болғандарыңыз үшін рахмет айтамын. Дәл осы эфир толығымен YouTube каналда тіркелетін болады. Сабаққа тіркелу жалғасып жатыр. Алла қаласа Telegram каналда сабақтар ертең басталып жатыр. Ертең басталып кетеді. Құдай қаласа, енді 1 жыл бойы Telegram каналда мен сізге 1 жыл бойы 10 000 теңгеге мен сізге психолог болуға бүкіл методикамды аянып қалмай, қойшы 10 000 теңгелік сабақ қой, бұл қымбат сабақты бұяққа бермей қояйын деген сияқты емес. Мен сізге бүкіл ақпаратты 10 000 теңгеге аямай беруге уәде беремін. Яғни 10 000 теңгелік ақшаларыңыз 2 жыл, 3 жылдың ішінде 10 миллиондық нәтижемен қайтатынына мен сенімдімін. Сондықтан барлықтарыңызға қайырлы түн тілеймін. Жақсы ұйықтап, жақсы демалыңыздар. Инстаграмда 1000-нан аса адам қарап отыр екен, тиктокта 500-ден аса адам қарап отыр екен. Барлықтарыңыздың өмірлеріңіздің керемет болуын, жүректеріңіздің тыныш болуларын, отбасыларыңыздың тату болуларын, жанұяларыңыздың жылы болуларын тілеймін. Барлық әйел заты бақытты болуға лайықты, барлық әйел заты еркелетуге, сүйікті болуға лайықты. Сондықтан барлықтарыңызды жақсы көремін. Telegram каналға тіркелгендердің арасында 3 адамға мен тур ойнататым. Тағы да естеріңізге салам, Алла қаласа 3 адамды Стамбулға қонаққа шақыратын боламын. Бәріңіз тіркеліп болмайынша, ол 3 адамды әлі ойнатпайтын боламыз. Одан кейін Telegram каналға тіркелгендердің арасында ай сайын бір адамға жеке разбор тегін жасап тұратын боламыз. Ретвитларға арнап жасайтын боламыз. Және де біздің 300 000 теңге тұратын ретвитімізді Telegram каналға қатысқандарға 10 000 теңгеден онлайн жасайтын боламыз. Керемет Айнұр ханым, рахмет сізге дейді. 6 айда 80 миллион тауып отырмын, сабаққа қатысқанмын дейді. Алла берекет берсін Нұргүл ханым. Құдай, Алланың ризығы шексіз. Сондықтан да мен барам дейді, қуаныштымын. Мен сіздің 21 жылдан бастап сабақтарыңызға қатысқанмын. Қазір өзімнің 3 медициналық центрім бар. Сізге үлкен рахмет айтамын дейді. Мен де сізге үлкен рахмет айтамын. Сіздің 3000-4000 теңгелік сабақтарыңызға қатысып ақ өзімнің тігін ательемді ашқан болатымын. Бұл сабаққа міндетті түрде қатысамын, результатты көріп отырмын дейді. Үлкен рахмет, қымбатты достар. Мен 38 жасымда сабаққа қатысқанмын, техникаларды жасадым, 39 жасымда тұрмысқа шығып, қазір бөпелі болып отырмын дейді. Сабақтарға қатысам, бірақ до конца тыңдамаймын. Значит, сізге офлайн қатысу керек болады. Сіздің 4000 теңгелік сабақтарыңызды алған болатымын, поток реально ашылды ма, саудам үздіксіз жүріп жатыр дейді. Ой, рахмет, қымбатты қыздар. Барлықтарыңызға үлкен рахмет айтамын. Өзімнің мінезімді өзгертуге, ата-анамды қабылдап, миссиямды табуға алдым бұйырса, нәтижемен шығам. Міндетті нәтиже болады. Мысал үшін, қараңыздар, 1 ай диета ұстаған адамда нәтиже болмауы мүмкін. Маған айтады, сіз құдайсыз ба, неге сіз гарантия бересіз? 1 жыл диета ұстаған адамда нәтиже болмауы мүмкін ба? Мүмкін емес. 1 ай бойы, біздің Telegram канал 1 жыл ғой, 1 жыл бойы фитнес жасаған адамда нәтиже болмауы мүмкін ба? Мүмкін емес қой. 1 жыл бойы ағылшын тілі курсына барған адам, конечно, үйреніп шығады. Сол сияқты 1 жыл өзінің ойымен жұмыс жасаған адамда нәтиже обязательно болады, Алла қаласа. Мамам 2 жыл бұрын онкологиядан қайтыс болды. Қазір бір жерім ауырса, онкология туралы ойлап кетемін. Значит, проработка керек, разборға келу керек сізге. Өйткені ол мида онкология тұратын болса, онкология алдыңыздан шығады.
алдыңыздан ол обязательно шығады. Түсінікті, иә. Жеке развод бізде онлайн 300 мың, офлайн 400 мың теңге. Алматы қаласында офлайнға бір ғана орын бар, қателеспесем. Сосын Шымкент қаласында офлайнға бір орын бар. Сізден 2 литр су ішіп үйренгем дейді. Қымбатты достар, барлықтарыңызға қайырлы түн, жақсы ұйықтап, жақсы дем алыңыздар. Маған деген сенімдеріңіз үшін үлкен рахмет. 2017-тен бастап сіздің бар сабаққа қатыстым, мінезім бар, болмысым, көз қарасым өзгерді. Шүкір. Рахмет, Елмира ханым. Үлкен рахмет. Турға жалғыз барасың ба дейді. Қорықпаңыз, өзіміз күтіп аламыз, өзіміз жалғызсыратпаймыз сізді. Самолет билетін, самолет билетіңізді алып берем, қонақ үйіңізді төлеп берем. Қасыңызға адам қосып берем, мына жақта өте көп адамдар бар сізді күтіп отқан. И Стамбул қаласында келесіз, бір күн базар аралайсыз, бір күн менің үйіме қонақта боласыз, әдемі демалып, Қазақстанға керемет көңіл күйде қайтатын боласыздар. Почти 1 миллион теңге тұратын торты берем ғой. Почему ищу поддержку в других людях, а не у родственников, дейді. Это неправильно на самом деле, я? Это неправильно. Бұнымен жұмыс жасау керек. Барлықтарыңызға сәттілік, қайырлы түн, жақсы ұйықтап, жақсы дем алыңыздар. Алматы қаласында 23-24 қыркүйек ретрит болатын естеріңізге салам. 25 қыркүйек күні Шымкент қаласында бизнесмендерге арналған бизнес завтрак болатын болады. Ал сәттілік, қайырлы түн.